Романның басында біз мектеп формасындағы қызды көреміз. Оның аты Ебон. Жүгіріп келе жатып, ол жол апаты болған жерге жетеді. Сөйтсе, Ебонның анасы сол көлікте болған екен. Ол қайтыс болып кеткен. Анасының денесін көргенде Ебон қатты жылайды. Содан кейін Ебон әпкесінің үйіне келеді. Ол жерде оның атасы да тұрады. Ол осы аймақтың ветеринар дәрігері болған. Атасының ықпалымен ол ветеринар дәрігер болуға шешім қабылдайды. Содан кейін біз бірнеше жылдан кейінгі көріністі көреміз. Ебон әпкесі мисс Эонмен бірге ветеринарлық ауруханада жұмыс істеп жүр. Мисс Эон одан сиырды тексеруге баруын сұрайды. Сонда Ебон: біздің аурухана тек ит пен мысық сияқты үй жануарларын қарайды. Сондықтан мен сиырды қарағым келмейді дейді. Мисс Эон түсіндіреді. Аурухана бірнеше жылдан бері жақсы жұмыс істемеген. Малдарды да. Екінші жағында біз Мон Шаң есімді детективті көреміз. Ол мұнда Сеулден ауысып еді. Ол полиция бөлімшесіне келгенде барлық детективтер бір жаққа асығып бара жатыр. Ол қандайсыз? Деп сұрайды. Бұл детектив. Бұл ауыр қылмыстар бөлімі. Сондықтан бұл ауыр қылмыс дейді. Мұнда олармен бірге оқиға орнына барады. Біз жерге келгенде барлық детективтер көліктерін шығарып, жолды жаба бастайды. Дәл сол сәтте алыстан қыздың айқайы естіледі. Сосын бізге сиыр жүгіріп келе жатқанын және оның үстінде отырған қыз көмек сұрап айқайлап жатқан Ебон екенін көрсетеді. Сиырды сол кезде тоқтатады. Мұнда қандай ауыр қылмыс болды? Деп сұрайды. Сонда детектив: сиыр өте қатты жүгіріп кетті. Бұдан да қатты не болуы мүмкін? Мұн детективтен: бұл қандай қала? Деп сұрайды. Ол: мұндағы адамдар өте жақсы, сондықтан мұнда қылмыс ешқашан болмайды деп жауап береді. Мұн уайымдай бастайды, өйткені оның жоспары бір айда мүмкіндігінше көп істі шешіп, ұпайын көбейтіп, Сеулге қайта оралу еді. Келесі көріністе буаз сиыры бар ер адам Ебонның ауруханасына келеді. Сиырды тексеріп жатқанда метеор жауыны басталып, бір жұлдыз атып келіп, тура Ебонның қолына тиеді. Ебон есін жиғанда өз төсегінде жатыр екен. Оның кәтесі жүгіріп келіп, сен 3 күн бойы ұйықтап жаттың дейді. Ебон қатты таңғалады. Клиникаға барып, мысығын көтергенде, ол мысықтың естеліктерін көре бастайды. Алғашында ол қорқып, мысықты түсіріп алады. Кейін қайтадан тырысады. Мысықтың құйрығына қолы тиісімен, ол қайтадан естеліктерді көре бастайды. Ол екін көтереді. Ебон өзімен не болып жатқанын түсінбейді. Сосын ол тексерілу үшін дәрігерге барады. Ал дәрігер оның денсаулығы мүлде жақсы екенін айтады. Содан кейін Ебон абырап ішімдік іше бастайды. Сол кезде қой келеді. Ебон: менің ішіме бір рух кіріп алған сияқты. Қызық нәрселер көріп жүрмін дейді. Қой: сен бақсыға баруың керек дейді. Келесі күні Ебон бақсыға баруға шешім қабылдайды. Бақсы оны көре сала: мен сенің 3 күн ес-түссіз жатқаныңды және қазір қызық нәрселер көріп жүргеніңді білемін дейді. Сосын ол: сен бақсы болуың керек, әйтпесе сағанда отбасыма да жаман нәрсе болады дейді. Ебон: мен бақсы бола алмаймын деп бас тартады. Клиникаға қайтып келгенде ол атасының баспалдақтан құлап қалғанын біледі. Келесі күні ол бақсыға барып, бақсы болу үшін әсімдерді орындай бастайды. Бақсы барлық қайғы мұңды айтуын керек дейді. Ебон: мен кішкентай кезінде әкем қайтыс болды. Мектепте оқып жүргенімде анам өз-өзіне қол жұмсады. Атам-анам мен әкемнің үйленуіне қарсы болған, сондықтан мені алдатпайды. Аурухананы жөндеуге несие алдым, бірақ науқастар аз болғандықтан қаржылық қиындықтар көбейіп жатыр. Енді бақсы болу үшін барлық жинаған ақшамды жұмсадым дейді. Мұның бәрін естіген бақсы толқып кетеді. Сосын ол Ебонға өткір пышақтардың үстімен жүру керек болатын бір рәсім жасауын айтады. Ебон бақсыға: алдымен өзіміз жасап көрсетімізші дейді. Бақсы бірінші қадам жасаған сәтте-ақ аяғы кесіліп, айқайлап жібереді. Ебон бақсының алаяқ екенін түсініп, ақшасын қайтарып алып кетіп қалады. Келесі көріністе Ебон: менің күшім адамдарға да әсер ете ме, соны тексеруім керек деп ойлайды. Ол мүмкіндік көріп, автобуста бір ер адамның бөксесіне қолын тигізеді, бірақ ештеңе көрмейді. Ол тағы да байқап көрмек болады, бірақ дәл сол сәтте біреу оны кісендеп тастайды. Ол Мун екен. Ол Ебонды полиция бөлімшесіне апарып, неге ана ер адамға дұрыс емес әрекет жасадың деп сұрайды. Ебон: мен экстрасенспін дейді. Содан кейін Мун оған ескерту жасап босатып жібереді. Келесі көріністе бір ер адам итін клиникаға келіп, соңғы бірнеше күн бойы ештеңе жемей жүргенін түсіндіреді. Ит 15-те болған соң, Ебон оны қартайды деп ойлайды. Бірақ иттің бөксесін ұстағанда оның иесін аяп, әдейі тамақ ішпей жүргенін көреді. Тамақ аз болса, иесі бәрін итке беретін. Иесі толқып: мен сен үшін өмір сүріп жүрмін. Сен аман болсаң, мен де тыныш боламын дейді. Содан кейін ит тамақ жей бастайды. Кетерінде Ебон иесіне итке арналған тамаққа толы сөмке беріп, мен әрдайым тексеруді тегін жасаймын дейді. Дәл сол кезде Мун матрасын көтеріп келеді, өйткені ол осы имаратта тұратын болады. Матрасты көтеріп келе жатып, Мун тепе-теңдігін жоғалтып құлайын деп жатқанда, Ебон оны ұстап қалады. Сол сәтте ол оның естеліктерін көреді. Мун Ебон мені әдейі ұстады деп ойлап, оны жерге итеріп, сен қандай ұятсызсың дейді.
Бірақ бұл дегенім мен адамдардың да естеліктерін көре аламын екен деп ойлаймын. Дәл сол кезде ол ойда керек. Бұған ештеңе айтпастан, кенеттен оны артынан ұстап алады, бірақ бұл жолы ештеңе көрмей. Ол мен жынданып бара жатқан жоқпын ба деп ойлайды. Келесі күні бір ер адам итін бұнға келіп, соңғы күндері ештеңе жемей жүргенін, ал бұрын тамаққа қатты қызығушылық танытқанын түсіндіреді. Бұны өзінің қабілетін пайдаланып, иттің естеліктерін көреді, оның үйден қашып шығып, адамдардан тамақ жейтінін анықтайды. Сол себепті үйде аштық сезінбейді. Бұны әлгі ер адамға үйіміздің қоршауында ит шығатын тесік бар шығар деп, сол тесікті жұмсамыз, ит үйде тамақ жей бастайды дейді. Ер адам бұл емнің дәрі дәрмексіз, ине салмай қалай жасалғанын түсінбей қалады. Ол ашуланып, бұл дәрігер адамдарды алдап жүр деп ойлайды. Бірақ үйіне барып тексергенде, шынымен де қоршауда тесік бар екенін көреді. Енді бұл жаңалық бүкіл қалаға тарап, бұны өте жақсы мал дәрігері екені жайлы әңгіме шығады. Ауруханаға науқастар көптеп келе бастайды. Жарты күннің ішінде осыншама науқас келгеніне бұнда оның тәтесі де қуанады. Сол кезде Суну есімді бала кішкентай мысықпен келеді. Суну мысықты көшеден тауып алғанын айтып, тексерістен өткізу үшін келгенін түсіндіреді. Бұн өз күшін пайдаланып, мысықтың естеліктерін көреді, Сунудың оны қалай құтқарғанын біледі. Бұн ол сондай мейірімді әрі сымбатты екен деп ойлайды. Ол мысықты мұқият тексеріп, бәрі жақсы екенін, тек итпен салдыру керек екенін айтады. Бұн қайда тұрасың деп сұрайды. Ол оған осы маңда тұрамын деп, алдындағы дүкенде жұмыс істеймін деп қоса. Мұны естігенде бұн қуанып қалады. Келесі күні бұн ауруханада болады. Бұрын жүкті сиыры болған сол ер адам тағы да келеді. Бұл жол басқа сиырда мәселе болыпты. Бұн барғысы келмеді, бірақ апасы бизнеске жоқ деп айтуға болмайды дейді. Олар барған соң сиыр туралы сұрайды, ал ер адам ол метеор жауған түні қашып кетті дейді. Бұн сиырдыға бір укол салсақ, бәрі жақсы болады дейді. Айтып келе жатқанда әлгі ер адам құлап қалады, ал бұн бұрын қалың болған шашының енді түсіп жатқанын байқайды. Ол оған метеор жауған күні менімен біртүрлі нәрсе болды. Біреуге қолым тисе, олардың естеліктерін көремін, ал бұл қабілетті неғұрлым көп қолдансам, шашым соғұрлым көп түседі дейді. Мұны естіген бұн өз шашышын аланбай бастайды. Ауруханаға қайтып келген соң, ол біраз уақытта аурухананы жабуға шешім қабылдайды. Келесі күні апасы оны мейрамханаға баруға шақырады. Олар үйден шыға бергенде қастарында бір фургон тоқтайды. Бұн біз фургонға отыруымыз керек деп ойлайды. Ол фургонға отырған сәтте бір ер адам апасына көп ақша береді. Бұн апасын тоқтатқысы келеді, бірақ олар оны күштеп аралға алып кетеді. Сол жерде бір ер адам түскі ас дайындайды. Қорқып, ол ішке кіріп көптеген камбала балықтарының түр-түрі дайындалғанын көреді. Ол уайымын ұмытып тамақ жей бастайды. Дәл сол кезде бірнеше адам келеді. Олардың арасында бастауыш мектепте бұнмен бірге оқыған Ючок есімді бала да бар. Тамақтанып отырып, бұн неге бәрі аз ғана жейді деп сұрайды. Ючок оған айтпақ болғанда, бір ер адам бәрін бір жерге алып кетеді. Сөйтсе, бұл жерде камбала балығын өсіреді екен, ал олардың жұмысы камбалаға вакцина салу болып шығады. Бірнеше күн өтеді. Сол кезде бұн неге бәрі сол күні камбала жемегенін түсінеді. Өйткені олар мұнда үнемі сол балықты жейді екен. Екінші жақта су таситын жүк көлігі мұның алдынан өтіп барады. Ол неге мұнда сонша жүк көлігі бар деп сұрайды. Детектив Бедок мұнда жақын жерде балық тарататын арал бар дейді. Содан кейін мұн Бедокпен бірге балық фермасына жетіп, жасырын түрде болып жатқан әрекеттерді бақылай бастайды. Ол ферманың адамы біреуден ағындақ сатып алып жатқанын көреді. Мұнда есірткі саудасы болып жатыр деп күткен. Келесі күні ол полиция тобымен келіп, бәрін тұтқындайды. Тергеу барысында олар ішінде ағындақ бар портфель табады. Полиция бөлімшесінде оның есірткі емес, балыққа арналған жем екені анықталады. Оны тексеріп, оның да есірткі емес екенін сезеді, бірақ тергеуден кейін бәрі босатылады дейді. Сол жерде Юджок ұйықтап жатыр, ал Ебон оған көрпе жаппақ болғанда, қолы Юджоктың бөксесіне тиіп кетеді. Ол Юджоктың бір қызда азаптап жатқанын көрсететін естеліктерін көреді. Сосын бір депутат келіп, бәрін босатасың ба деп сұрайды. Содан кейін мұн бәрін босатады. Үйіне келген соң, Ебон қандай да бір қыз ұрланған ба, немесе жоғалған ба деп іздейді, бірақ ешқандай нәтиже таппайды. Келесі көріністе көрген невестегі қыз біреуден қашып барады, бірақ біреу оны шашынан сүйреп әкетеді. Ал екінші жағында Ебон Юджоктың қызды азаптап жатқанын көрген естеліктері шындық екенін түсінеді. Ол мұңға жүгіріп барады да, оның қорқып қабырғаға жабысып тұрғанын көреді. Ол жаймен ішке кіріп, оның мысықтан қорқып тұрғанын байқайды. Мысық оған жақындағанда, ол қапты айқайлап, сосын түшкіре бастайды. Шын мәнінде оның аллергиясы бар. Ол мен тек мысықтарға ғана емес, жүнді барлық жануарларға аллергиям бар дейді. Сонда Ебон мұңға, менің колледждегі досым бір қызды ұрлап кетті деп күдіктенемін дейді. Мұның бәрін қайдан білесің деп сұрайды. Сонда Ебон, менде евестер болады.
егер сен маған сенбесең, өзің тексер. Ұзын шашты 20 жастағы қыз жоғалып кеткені анықталып дейді. Сосын Ибон өзінің ересін есіне алып, жағдайды танып, ол қыз бәлкім онлайн стримде шығар дейді. Мұн әріде Ибонды байыппен қабылдамайды да, оны екеріп шығарып, есікті жауып тастайды. Содан кейін Ибон колледждегі ағасының южоктың мекен жайын алып, сол жерге барады. Сосын оған қоңырау шалып көп болды, сондықтан хабарластым дейді. Айналадағы дыбыстардан ол оның үйде жоқ екенін түсінеді. Ол қақпасын аша бастағанда кенеттен ол артынан пайда болады. Сосын екеуі бірге кафеге барады. Ибон, мен сені таңқалдыру үшін үйіне келдім дейді. Ол, біреумен бірге тұрасың ба? Деп сұрайды. Ол, мен жалғыз тұрамын деп жауап береді. Кофе ішіп болған соң, южок бауын байлап жатқанда Ибон осы сәт оның бөксесіне қол тигізуге тамаша мүмкіндік деп ойлайды. Бірақ аяғы тайып кетіп, ол байқамай басқа бір ер адамның бөксесіне қолын тигізеді. Содан кейін сексуалды елестер көре бастайды. Сосын южокты миіне жеккенде ол мысықтарын тамақтан қызықтырып өзіне шақырады. Ибон сол мысықтарға қолын тигізіп, орындықтың ересін көреді. Ол басқа ересінге қыздың дәл осы орындыққа байланғанын есіне түсіреді. Сосын бір бөлмеде дәл сол орындықты көреді. Ол жерде бір қыз байланғандай көрінді. Дәл сол сәтте южок үйіне оралады, ал Ибон тез жуынатын бөлмеге тығылады. Жуынатын бөлмеде кішкентай терезе бар еді. Сол жерден ол қашып шығады. Бірақ южок сынған терезені көріп, біреу болғанын түсінеді. Сосын Ибон үйіне қайтып бара жатқанда, Мұн оған келеді, ал Ибон одан көмек сұрайды. Мұн терезе әйнегін жайлап кесіп саңлау жасайды. Ибон, мен саған тек өзімнің экстрасенс екенімді айттым, бірақ сен менің сөзіме сенбедің дейді. Сосын ол Мұнға оның өткендегі бір естелігін айтып береді. Ал Мұн, мұны қайдан білесің? Деп сұрайды. Ибон, мен оны көрдім дейді. Сосын Ибон стримерді табу үшін видеоларды қарай бастайды да, бір видеода дәл сол орнатылымды көреді. Ол южоктың үйіндегі есіп тұтқасының осы стримердің үйіндегімен бірдей екенін байқайды. Стример бір видеода өзінің мекен жайында айтқан болатын. Сондықтан Ибон сол мекен жайға бірден жетіп, Мұнға қоңырау шалды. Осы жолы маған сенші. Мен ұрланған қыздың мекен жайында тұрмын дейді. Ибон мекен жайды айтып, мен саған сеніп бірінші болып ішке кіріп барамын. Сен тез кел дейді. Дәл сол сәтте полиция капитаны барлығына есірткі сатушы Чунг туралы дерек бар дейді. Ол не істеу керек болса, соны істеңдерді кетіп қалады. Ибон бәрібір жоғарыға көтеріліп, үйдің есігі ашық тұрғанын көреді. Ол ішке кіріп, стримердің бөлмесін көреді. Дәл сол кезде южок арт жағынан шығып, оған күлімсіреп қарайды. Шын мәнінде южок үйіне камералар орнатып қойған еді. Сондықтан Ибонның үйіне кіргенін біліп, оның бұл жерге де келетінін күткен. Ибон одан қыз туралы сұрайды, ал ол, мен оны көп көндіруге тырыстым, бірақ ол менің үйімде тұруға дайын болмады дейді. Енді ол Ибонға айқайлайды. Ол қашуға тырысады, бірақ ол оны қылқындырады. Дәл сол кезде Мұн келіп оны тоқтатады. Южок қызды балконда ұстап отырған, оны Мұн мен Ибон құтқарады. Ибон, енді менің сөзіме сендің бе деп сұрайды. Мұн, мен тек жәбірленуші үшін уайымдап келдім дейді. Сосын Мұнға біреу қоңырау шалып, ол телефон арқылы, сірә, істі тез шешіп қайта ораламын дейді. Мұн Ибонға, сен қылмыскерді ұстауға көмектестің, сондықтан саған сыйлық беремін дейді. Ибон қуанып, онымен бірге етеді. Келесі көріністе Мұн мен Ибон ұрлаушыны ұстағаннан кейін мейрамханада отыр. Мұн біреудің бөксесіне қолыңды тигізгенде не көресің? Өзіңді басқара аласың ба деп сұрайды. Ибон, мен тек олардың көрсеткісі келген көріністерін ғана көре аламын. Бірақ сол үзінділердің ішінде таңдай аламын дейді. Мұн белгілі бір уақытта не болғанын көре аласың ба деп сұрайды. Ибонның өзі де білмейді. Сондықтан Мұн қандай жанасуда, қандай көріністер көрінетінін сынап көруін керек дейді. Содан кейін Ибон өзінің күшін Оқиғаға айтады, ал Оқиға оған өз бөксесін сынып, Ибон барлық күшін сынап көрсін дейді. Ол жеңіл ғана тиген сәтте бір апта бұрынғы естеліктерді көреді, ал қолын қаттырақ басқанда 3-4 ай бұрынғы естеліктерді көреді. Ибон бірнеше естеліктің ішінен қайсысын көретінін өзі таңдап отырғанын, әрі неғұрлым қатты басса, соғұрлым ескі естеліктер көрінетінін түсінеді. Басқа жақта аурухана көрінісі көрсетіледі, онда Мұн мен Ибон құтқарған стример жатқызылған. Ол өзін мүлде қалыпты ұстап, тіпті осы күйінде тікелей эфирге шығып, адамдардың аяушылығынан көбірек қайырымдылық алу үшін әрекет етті. Келесі көріністе Мұн Ибонға келіп, мен сенің өміріңді құтқардым, енді сен маған көмектесуің керек дейді. Ол оның алдына көптеген іс материалдарын қойып, сен осы істердің бәрін өз қабілетіңмен шешесің, сонда мен Сеулге қайталамын дейді. Ибон, мен көмектескім келеді, бірақ саған айтпаған бір мәселе бар. Қашанда күшімді қолдансам, шашым түсе бастайды дейді. Бірақ Мұнның бұған да шешімі бар еді. Ол оның шашын түгел қырып тастауға дайындалады. Мұны көрген Ибон, бұған қажеті жоқ. Қажет болса, біраз шаш түссін дейді. Келесі көріністе Мұн Ибонды көптеген жерлерге апарады. Ол кінәліні табу үшін адамдардың бөксесін ұстап көреді. Ибон күні бойы соншама көп бөксе ұстағаны сонша қолдары ауыра бастады. Ол Мұнға, менің қолдарым өте нәзік.
кешір, енді көмектесе алмаймын дейді. Ол тәмпіш алу сылтауымен сануға барады. Сану оның қолдарын көріп, бәрі жақ белекте бірге кешкі ас ішуге шақырады. Кешкі ас кезінде ол оған: бұл қала анамның туған жері. Анам қайтыс болғаннан кейін осында көшіп келдім. Өйткені ол әрдайымдағы адамдар өте жақсы деп айтатын дейді. Ол Ебонды дос етеді де оған: қазір біреуге қызығып жүрмін дейді. Сол кезде Ебон ештеңе сұрамайды, бірақ қайтып келе жатып, ол қызығып жүрген адаммен болуы мүмкін бе деп ойлайды. Ол бір тексеріп көрейін деп ойлайды да, Сонудың бөксесіне қолын тигізуге тырысады. Дәл сол сәтте Мун бәрін жоғарыдан бақылап, тіпті видеоға түсіріп алады. Бірақ неге Ебон ештеңе көрмейді? Ол қабілетім жоғалып кетті ме деп қорқып кете бастайды. Ол қолыма үлкейткіш әйнекпен қарап, Мунның кесірінен саусақ іздері өшіп қалғанын түсінеді. Екінші жағында Мун түнде ұрлық болғандықтан депутаттың кеңсесіне келеді. Мун осындай үлкен істі алғанда қуанды. Депутат: біздің тізіліміз ұрланды, онда барлық кеңесшілердің аты жөні мен сомалары жазылған еді дейді. Мун бұл ұрлықты ішкі адам жасаған шығар деп күдіктенеді. Ол депутаттан: сіз біреуден күдіктенесіз бе деп сұрайды, бірақ ол жоқ дейді. Сосын ол Ебонға барады. Ал Ебон: мен өз күшімді пайдалана алмаймын, бұл сенің кесіріңнен дейді. Содан кейін Мун қол күтіміне арналған көп заттар әкеледі. Сосын ол соны дүкеннен қолға алады. Мун қайта оралып, Ебонның қолын уқалайды. Ал Ебон өз күшін сылтау етіп, иығында уқалады. Дәл сол сәтте ол киіреді, ал Ебон оның күшін тексеру үшін оны ұстайды. Ол есінде Мунға ұнай бастағанын көреді. Келесі күні Мун Ебонды депутаттың кеңсесіне апарады. Сол жерде сыртта бір ер адам ұйықтап жатқан. Ол бәлкім қылмыскердің ішке кіргенін көрген. Ер адам қатты аш болғандықтан Ебон оны тамақтандырады да сылтау етіп, оның бөксесін ұстайды. Ол ер адамның қылмыскерді көргенін, бірақ сол кезде ұйықтап қалғанын біледі. Содан кейін Мун Ебонды екі жақтың сайлау алды науқаны өтіп жатқан жерге апарады. Мун ондағылардың бәрінің бөксесін ұстап шық, өйткені олардың бірі қылмыскер дейді. Ебон бас тартып: сен менің өмірімді құтқардың, мен оған ризамын. Бірақ бұл сенің міндетің еді. Мен енді көмектесе алмаймын дейді. Содан кейін Мун оған Сонудың бөксесін ұстайын деп жатқан видеосын көрсетіп шантаж жасайды. Ол мәжілісменнің жақын серігінің бөксесін ұстағанда, оның ұрлық болған күні сол жерде болғанын көреді. Сол сәтте алыста бір әйел тұр еді. Ебон қашықтан тәпішкесін мақтырып, әлгі әйелді құлады. Сосын оның бөксесін ұстап, өзін сәл алаңдатқан бір нәрсені көреді. Бірақ Мун сұрағанда ол: мен ештеңе көрген жоқпын дейді. Кейін ол есіне түсіріп, кеңседен шығып бара жатқан ер адамның аяқ киімін көреді. Ебон бұл аяқ киімді таниды. Олар оның атасына тиесілі еді. Келесі көріністе өмірі құтқарылған стример көлік жүргізіп келе жатып, сәл ағындап апатқа ұшырайды. Ол біреуде қоңырау шалып көмек күтіп отырғанда, үсті басы түгел жабылған бір ер адам келеді. Ол одан телефонын сұрап, кейін оны оңаша жерге сүйреп апарып, пышақпен шабуылдап өлтіреді. Екінші жақта біз Ебонды көреміз. Әйелдің естеліктерінен ол атасының жиналыс залына барып, тіркеу кітабын ұрлап кеткенін білген. Атасы үйден шыққанда, ол оның бөлмесіне кіріп, тіркеу кітабын іздей бастайды. Осы кезде атасы сыртқа шыққан соң, телефонын үйде ұмытып кеткенін түсініп қайта кіреді. Іште кіргенде Ебон донорлардың аты жөні жазылған тіркеу кітабын тауып алады, ал атасы үйге кіргенше ол әлдеқашан шығып кеткен еді. Бірақ ол есікті сәл ашық қалдырып кеткенін байқамай қалады. Мұны атасы байқайды. Содан кейін ол тіркеу кітабын қайтару үшін жиналыс залының кеңсесіне барады. Құжатты есік алдына қойған соң, бұрылып қарағанда атасы сол жерде тұр екен. Атасы құжатты қайтаруды сұрайды. Сонда Ебон: неге бұлай істедіңіз? Жан мырза, сізге ол сияқты ма? Мұның бәрін ақша үшін істедіңіз бе деп сұрайды. Атасы: бәрін кейін білесің деп жауап беріп, құжатты алу үшін Ебонды шекке келеді. Ебон алдымен оны сабырмен тоқтатуға тырысады. Кейін сәл ашуланып: неге мені ешқашан тыңдамайсыз? Мені көргіңіз келмесе, неге қасыңызда ұстадыңыз бе? Ебонның атасы ештеңе айтпастан сол жерден кетіп қалады. Келесі күні полиция бөлімшесінде детектив Мунға мәслихат мүшесі құжатты тапты. Ол өзінің сейфінде болып шықты дейді. Мунға бұл оғаш көрінеді, өйткені олар өздері сейфті тексерген еді. Ол ұрыны әліге таққысы келді, бірақ мырза жан істі жабуды сұраған еді. Келесі көріністе біз Оқиға әкесімен бірге көреміз. Олар сөйлесіп отырған кезде Али есімді ер адамгер біздің қайықтан балық іздегіш ұрланды дейді. Осы оқиғаға байланысты Мунды шақырады. Ол кімді күдіктенесіздер деп сұрайды. Сонда Оқиғаның анасы Алидің атын атап, бұрын өзі жұмыс істеген жерде де осындай ұрлық болғанын түсіндіреді. Бірақ Оқиғаның әкесі: мен Али мұндай нәрсе жасайды деп сенбеймін дейді. Содан кейін Мун Ебонға барып, менімен бірге жұмыс істейді деп сұрайды. Ебон иесі тірідей көміп тастаған күшікке алаңдап, Муннан: маған иесін табуға көмектесші деп өтінеді. Менің қабілетім жұмыс істемей тұр дейді. Мун оның қабілеттерін мазақ етеді. Сонда Ебон оған:
менің қабілетім жақсарды. Бұрын мен бәрін ақ-қара түсте көретімін, енді түрлі түсте көремін дейді. Екеуі де бұл мұң оның қолын қолағаннан кейін болғанын түсінеді, яғни қолына күтім жасау қабілетін жақсарта алатынын аңғарады. Содан кейін бұл мұңмен бірге сұлулық салонына барып, қолына күтім жасатады, ал мұң оның ақысын төлейді. Үйде оралғанда ол күшікке қолын тигізгенде естеліктер әлдеқайда анық сапалы көріне бастайды, бәрібір ұқсатылығы артқандай. Содан кейін ол мұңмен бірге әдемі сақинала. Ол жол күшікке қолын тигізгенде ол естеліктерді күндер бойынша қарап шыға алады, бірақ әлі де пайдалы ештеңе таба алмайды. Сосын ол мұңнан көп қоспа сатып алып жеп көреді, ал бұл жолы күшікке қолын тигізгенде оның мекен-жайын көре алады. Екеуі де күшікпен бірге сол мекенге барады. Бұл күшікті босатып жібереді, ал олар күшіктің артынан еріп, оның иесінің пәтеріне жетеді. Содан кейін мұң ер адамды жануарға қатыгездік жасағаны үшін қамауға алады, ал бұл күшікті өзінде қалдырады. Одан кейін осы іске байланысты мұң бұннан Алидің күшігіне қолын тигізіп, оның балық іздегішті ұрлаған-ұрламағанын анықтауды сұрайды. Сосын ол сағызды алып тастаймын деген сылтаумен күшікті ұстап, мұңға ұрлыққа қатысты ештеңе көрмедім, бірақ ол күні бойы кофеханада болды дейді. Бұн тағы да, қазір ол бір ер адаммен кездеседі. Не туралы сөйлесетінін білмеймін, өйткені басқа тілде, мүмкін арабша сөйлеседі деп қосады. Бұннан ешқандай көмек алынбаған соң, оның қолындағы жүзікті күшпен алуға тырысады. Осының бәрін дүкеннен бақылап отырып, мұнды ұнататындықтан бұнға ашуланады. Сонда бұн, біздің арамызда ондай ештеңе жоқ. Мен тек оған ұрыны табуға көмектесіп жүрмін деп түсіндіреді. Осы уақытта мұн бұнға араб тілін үйрену үшін кітап әкеледі. Бұн еріксіз тырысып көреді, бұл оны ашуландырады. Көңілін көтеру үшін олсан оға жолығуға бар. Сол жерде олсан одың араб тілін білетінін біледі. Ол маған сәл үйретші деп өтінеді. Сан ол келсе. Сосын ол бұнға араб тілін үйретеді, бірақ бұн оны жаттай алмайды. Үлкен күшпен бұн араб сөздерін сәл пәл дұрыс айтуға үйренеді. Ол түні бойы ұйықтамай, Алидің естеліктерінде айтылғандарды қағазға жазып шығады. Сосын ол сан оға барып қағазды көрсетеді, мұның мағынасы не? Деп сұрайды. Сосын ол түсіндіреді, менің анам ауырып жатыр, оған ота керек, сондықтан ақша керек. Қуанып кеткен бұн мұңға барып, Алидің анасына ота керегін дейді. Мұң барып Алиден сұрайды, анана ота керек деп естідің. Ақшам бар ма? Алидің өңі қашып кетеді, сонда мұң мұны жалғыз жасаған жоқсың деп білемін. Тағы кім бар? Дейді. Али біреудің атын атайды, сонда мұң бұнды оның күшігін ұстап, бүкіл топты анықтау үшін жібереді. Бұн күшігін тез ұстап қашып кетеді, екеуі де оның естеліктерінен көрген жерге жетеді. Сол жерде ол Алидің естелігіндегі адамды көреді. Айтқанына қарамастан, мұң жалғыз өзі кіріп, оны ұстауға барады. Сол кезде іштен көп адам шығады. Бұн қашуға тырысады, бірақ олар келіп, оны ұстап алады да екеуін де байлап тастайды. Сосын олар өзара сөйлесіп жатады. Біз ұрлық жасаймыз, бірақ адамдарға зиян келтірмейміз. Басқасы, біз оларды тірі қалдыра алмаймыз. Түрмеге түсеміз. Оларды құтылуымыз керек дейді. Бұн олардың әңгімесін тыңдап, біразын түсініп, мұңға, олар бізді суға тастайды екен дейді. Мұң, біз бұл жерден кетуіміз керек дейді. Ол өзін босатуға тырысады, бірақ қолынан келмей. Дәл сол кезде әлгі адамдар келеді. Олармен бірге Ари де бар. Олар екеуін қайыққа отырғызып көлге апарады да, көлдің ортасында суға лақтырып жібереді. Екеуі де бата бастайды. Дәл сол сәтте біреу оларға қарай жүзіп келіп құтқарып алады. Бұл Али екен. Келесі көріністе Али ұрлықты мойындап, Оқиғаның әкесінен кешірім сұрайды. Оқиғаның әкесі оны кешіреді, сосын біз балық аулап жүрген бірнеше адамды көреміз. Олар білмейді, бірақ олардан сәл қашықтықта бір қыздың денесі жатыр. Келесі көріністе апай бұнға біздің іш киімдеріміз жоғалып кетті дейді. Бұн оны жел ұшырып әкеткен шығар дейді. Сосын біз полиция бөлімшесінде көптеген әйелдердің іш киімдерінің ұрланып жатқанына шағымданып келгенін көреміз. Осы кезде мұңға досы қоңырау шалып, бір қыздың есірткіден артық дозаланып қайтыс болғанын айтады. Тексергенде оның қолында көбелек татуировкасы бар екені анықталады. Сондықтан мұң бұл бектің ісі деп айтады, бірақ оған қарсы ешқандай дәлел қабылданбайды. Ол бәлкім прокурорды боп салайды, сондықтан оған қарсы барлық іс дәлелдің жеткіліксіздігімен жабылады. Мұңның досы, сен кеткеннен бері бек ешқандай шектеусіз қалағанын істеп жүр дейді. Келесі көріністе бұн сиырды тексеру үшін фермаға барады, ал мұң оған көлікпен апарып тастайтынын айтып ұсыныс жасайды. Ол келсе. Шама уақыттан кейін ол көлікке ұйықтап қалады. Сосын оянғанда өзін сеуде екенін көреді. Мұң оны әдейі өз ісі үшін алып келген. Бұн ашуланып, сен мені ұрлап әкелдің ғой дейді. Сосын көзі әдемі көлікке түсіп, бәрін ұмытып кетеді. Ол әмияның ала келмеген, сондықтан мұңнан ақша сұрайды. Мұң оны елемей, бір көлікті нұсқап, мына көліктен түсейін деп жатқан адам бар. Сен оның бөксесін ұстап, не ойлап жүргенін анықтауың керек дейді. Ол бұрынғы гангстер Бек, қасында оның жігіттері бар. Он бірден оған барып, жігіттеріне,
кім маған тиетін болса, бәріңді өлтіремін дейді. Мұн бекке барып құшақтаған болып, оның бөксесіне сағыз жабыстырады. Епон мұнмен бірге сағызды алып тастаймын деген сылтаумен оның бөксесін ұстап, оның естеліктерін көреді. Ол мұнға баяу ғана, ол көп балық аулайтын қайыс сатып алған дейді. Мұн оны дүкенге жіберекке, өзі ішке кіріп бекпен сөйлеседі. Бектің естеліктерінен Епон мұнның ауысуы оның кесірінен болғанын біледі. Мұн оған өлген қыз туралы айтады, бірақ бек ол туралы ештеңе білмейтінін айтады. Содан кейін мұн балық аулайтын қайықтарды айтып, сенде балық мейрамханасы жоқ, сонда сонша қайықпен не істейсің деп сұрайды. Бек ештеңе демейді, сонда мұн мен жақында қайта келемін деп шақ кетеді. Осы уақытта іш киім ұрлығы тоқтамай, барлығына бүгін түннен бастап ұры ұсталғанша күзетке тұратынына хабарланады. Мұн амалсыздан бәрімен бірге баруға мәжбүр болады. Детектив Джон Мок ұрлық міндетті түрде іш киім кетірілген жерде болады деп сенімді еді, дәл солай болады. Ұры сол жерден ұрлап қашып кетеді. Барлығы оның артынан жүгіріп кетеді, бірақ ол соншалықты жылдам болғандықтан тек Джон Мок қана артта қалады. Мұн біраз жерге барған соң айналасына қарап тұрғанда, ұры оның басына бірдеңемен ұрып қашып кетеді. Әм атса да мұн ешкімді үйіне жібермей. Ол Джон Мокпен бірге тергеуге шығады. Сосын мұн тергеу үшін Епоннан көмек сұрайды. Епон ұры табылмады. Мен қалай көмекке саламын дейді. Мұн оған өзінің бөксесін ұстауды айтады. Сонда Епон мұн байқамаған нәрсені көре алады. Бірақ Епон өзін ұстай алмай, мұнның бұрынғы естеліктерінде көреді. Онда ол досымен бірге полиция бөліміне барған. Сол жерде сон кәмелетке толмаған күйде ішімдік ішкені үшін әкелінген. Ол үнемі қиындыққа тап болатын, бірақ мұн оны құтқарып жүретін. Сол 18-ге болғаннан кейін сәл түзелді. Мұны көргенде мұн қуанды. Сосын тағы бір естелікке мұн бір гангстерді ұстауға барған. Сол жерде олармен бірге жұмыс істеген елді кездірді. Сол кезде біреу оның басынан ұрған, ал Янги сол сәтті пайдаланып қашып кеткен. Мұн Епоннан тағы қандай да бір деталь көрдің бе деп сұрайды. Ол анық көрмедім деп жауап береді. Ол тағы да тырысып көреді. Бұл жолы тек ұрыға назар аударады да ақыры ұрының жүзін көріп таниды. Мұн оны өз үйіне алды. Мұн ішке кіріп оны ұстауға барады. Ер адам терезеден секіріп қашады, сондықтан мұн да оның артынан жүгіреді. Ақыры ол оны ұстап алады. Сосын мұн біреудің көлеңкесін көреді. Ол алға қарай жүріп алдында Янгилді көреді. Мұнда не істеп жүрсің деп сұрайды. Ол ештеңе айтпастан мұның ішіне пышақ соғып қашып кетеді. Епон мұнға қарай жүгіріп келеді. Ол полицияға қоңырау шалмақ болады, бірақ мұн қарсы болады. Ол оны бір амалын тауып ауруханаға жеткізеді. Ауруханада Джон Мок пен детективтер одан бірдеңе көрдің бе деп сұрайды. Епон жоққа шығарады. Мұн сен ешкімге айтпадың ғой? Иә деп сұрайды. Епон, сен оны сонша жақсы көрдің, сонда ол сені қалайша пышақтады дейді. Мұн Епон тек ұрының ғана емес, өзінің ескі естеліктерінде көргенін түсінеді. Сосын біз мұнға көрнекстер әкелген Епонды көреміз. Листе ол мұнға бармақ болған Янгилді көреді, бірақ ол адамдарды көрген соң тоқтайды. Ол басталдықпен кетіп қалады. Епон оның артынан ереді. Ол мұнға қоңырау шалады, бірақ ол көтермейді. Сондықтан Джон Мокқа хабарласып, мұнды пышақтаған Янгил дейді. Кенеттен ол оның алдында пайда болады. Ол Епонның қолынан ұстап сыртқа шығып, неге менің артымнан еріп жүрсің деп сұрайды. Епон, мен сенің мұнды пышақтағаныңды біремін дейді. Янгил, ол жақсы ма? Қатты жарақат алған жоқ па деп сұрайды. Ол сендер екеуің жақын едіңдер, онда неге бұлай істедің деп сұрайды. Янгил қаша жөнеледі, сондықтан Епон оның жолын бөгейді. Дәл сол сәтте Епон оның бөксесіне қолын тигізіп, Бек оны мұнды өлтіруге жібергенін көреді. Янгил мұн оған бұрынғы пышақ жарасын ішінен көрсеткен сәтте есіне алады. Мұн, егер біреу мені дәл осы жерден ұрса, маған ештеңе болмайды деген еді. Сол себепті Янгил оны дәл сол жерден пышақтаған, өйткені ол мұнды өлтіргісі келмеді, тек оны құтқарғысы келді. Епон бәрін түсінеді. Ол мұнға барып бәрін айтып бер дейді, бірақ ол бас тартып кетіп қалады. Сол кезде Джон Мок келеді. Епон, кешіріңіз, мен қателестім дейді. Ауруханада Епон мұнға бәрін айтады. Янгил оны құтқару үшін пышақтағанын түсіндіреді. Бірақ мұн айырмашылығы жоқ. Ол қылмыскер дейді. Дәл сол сәтте Янгил бөлмеге қанға малынып, өте ауыр жағдайда кіреді. Ол мұндан кешірім сұрайды. Епон оның бөксесіне қолын тигізіп, оны бұрын басқа бір ер адамның шабуылдағанын көреді. Содан кейін Янгил қайтыс болады. Мұның жағдайы әлі толық қалпына келмеген еді, бірақ ол тергеуге кіріседі. Епон оны тоқтатуға тырысады, бірақ ол тоқтамайды, сондықтан Епон да бірге барамын деп көлікке отырады. Мұн Епонмен бірге бірден Бектің үйіне барып, оны абастайды. Епон оны тоқтатады. Сен Янгилді өлтірдің дейді. Бек мойындамаған соң, Епон маған тексеруге рұқсат ет. Кім өлтіргенін айтамын дейді. Епон Бектің денесіне қолын тигізіп, оның мұнды өлтіруге бұйрық бергенін, бірақ Янгилдің өліміне қатысы жоқ екенін көреді. Мұн әлі де сенбеген соң, Епон, мен бәрін көрдім. Менің сөзіме сенбейсің бе? дейді.
Мұн саған сенемін, бірақ оны өлтіруге басқа да себептер көп дейді. Мұн Бекті тағы ұруға ұмтылғанда, сол кезде оның детектив досы басқа детективпен бірге керек. Мұн олар Бекті ұстауға келді деп ойлайды. Бірақ олар Бекпен бірге онды да ұстап біреу арыз жазғанын, сондықтан басқа амал жоқ екенін айтады. Полициямен бірге кетіп бара жатқанда, Бек Иебунға өте мұқият қарайды. Сосын біз сеул полиция бөлімшесінде Мұнның қамалғанын көреміз. Джером келіп оған яң келдің өлтірушісі оны кездейсоқ пышақтағанын айтады. Ол қай жерден, қаншалықты терең пышақтау керегін білмеген. Егер Бек оны өлтіруі керек болса, неге ол ондай адамды жіберер еді? Ол кәсіби қылмыскерді жіберер еді. Кейін Мұнның досы сол жерде. Ол Бектің қайығы туралы біліп, Бек балық аулау қайықтарын сатып алып, оларды есірткі тасымалдауға пайдаланатынын анықтаған. Ол Мұннан, сен мұны қайдан білесің? Сенде ақпарат беруші бар ма деп сұрайды. Мұн сол жерде ұйықтап жатқан Иебунға қарап, иә, менде бәрін білетін ақпарат беруші бар дейді. Келесі күні Мұн Иебунға ян келіп қайтыс болған жерде не бейне бақылау, не куәгер болмаған. Саусақ іздері де, аяқ іздері де жоқ дейді. Енді менің үмітім тек сенбе ғана. Кім Йонг келді өлтіргенін табуым керек, сондықтан маған көмектесші. Мұн Иебунмен бірге қылмыс орнына келеді. Иебун мұнда итке мысықта жоқ қой. Біреуге қолым тимесе көмектесе алмаймын дейді. Дәл сол сәтте олар сол жерде жыланды көреді. Мұн аймақтағы барлық жыландарды ұстап әкеліп, Иебунға оларды ұстауын сұрайды. Олар жыланның қай жері құйрығы екенін де білмей. Ол жыланды басынан аяғына дейін ұстап көреді. Соңында бір жыланға қолы тигенбе, ол Йонг келді өлтірген қылмыскерді көреді. Иебун Мұнға, мен Йонг келге қолың тигенде де жаңбыр жамылғы киген ер адамды көрген едім. Қазірде сол адамды көріп тұрмын дейді. Ол жаңбыр жамылғысын сипаттап береді. Сондай-ақ ол қылмыскер мас болмағанын, бірақ жүрісі сәл өзгеше болғанын айтады. Мұн Иебунды дүкенге апарады. Ол сол жерден дәл сондай жаңбыр жамылғысын астады. Бірақ мәселе қаладағы ер адамдардың бәрінде ерлік сондай жаңбыр жамылғысы бар еді. Мұн былай дейді, қылмыс болған күні жаңбыр жауған жоқ. Демек қылмыскер жаңбыр жамылғысын қанын умай кетіру үшін киген. Бұл оның кісі өлтіруді алдын ала жоспарлағанын білдіреді. Осы кезде Иебун тәтесін пышақ ұстап жатқанын көреді, қылмыскердің де сондай пышақ қолданғанын есіне түсіреді. Ол пышақты алып полиция бөлімшесіне келеді де, Мұнның құлағына сыбырлап, қылмыскерде бе осындай пышақ болған дейді. Сөйтсе, бұл пышақ өте кең таралған болып шығады. Мұн былай дейді, бір нәрсе анық, қылмыскер осы қаланың тұрғыны. Келесі көріністе Иебун пышақты қарап жатып, оның жадынан өлі денені көреді. Содан кейін ол сол жерге барады. Расында да жерде өлі дене жатыр. Сараптама бұл өз-өзіне қол жұмсау емес, кісі өлтіру екенін анықтайды. Бірақ мәйіт шіріп кеткендіктен оны тану қиынға соғады. Бірақ оны біреу кездейсоқ пышақтаған сияқты көрінді. Кейін мәйіттің Иебун мен Мұн бұрын құтқарған стримерге тиесілі екені анықталады. Мұн стримердің менеджерінен сұрайды. Ол былай дейді, мен оны соңғы рет 2 апта бұрын ауруханадан шыққанда көрдім. Мұн сұрайды, сен осы 2 аптада онымен байланыспадың ба? Менеджер, бұл оны мәдет еді. Ол жиі осылай жоғалып кететін. Менеджерден Мұн оның жігіті бар екенін біледі. Ол жігітінен сұрайды, жігіті ол келуі керек, бірақ келмек. Менеджерден Мұн оның дүкенге барғанын да біледі. Мұн соның жұмыс істейтін дүкенге ба? Мен ол қызды есімде сақтап қалдым. Ол маған тіпті өзінің нөмірін берген еді. Мұн сұрайды, сен сол нөмірге хабарластың ба? Соны жоққа шығарады. Күдікпен Мұн оның кетіп бара жатқандағы көлігін көреді. Көліктің қоңырау тарихынан Мұн автожөндеу шеберханасының нөмірін алады. Мұн сол жерге барады, ал иесі, мен көлікті жөндеуге барған кезде ешкім жоқ еді, сондықтан мен көлікті алып келдім дейді. Мұн жол апатының қай жерде болғанын анықтайды. Ол тексеруге барады, бірақ ештеңе таппайды. Содан кейін біз детективна менюді көреміз. Содан кейін біз айтып көреміз. Ол қайтып келеді, ал Иебун оны күтіп отыр. Оны күтіп отыр. Мұн айтады, әзірге біз тек оның сол күні көлігі апатқа ұшырағанын ғана білеміз. Мұн ян келді өлтірген адам оны да өлтірген болуы мүмкін деп күткен еді, өйткені екеуі де түрде қарумен өлтірілген. Сосын біз Иебунды көреміз. Ол түнде жалғыз өзі науқасқа баруға шығады. Сосын Мұн келіп онымен бірге барады да, маған сен керексің дейді. Иебун мұны естіп қуанып қалады. Бірақ Мұн қылмыскер табылғанша деп жалғастырады. Мұн Иебундан көмек сұрайды. Иебун, мен не істей аламын? Деп сұрайды. Мұн, сен қаладағы барлық адамға қолымды тигізуім керек болады дейді. Келесі көріністе Иебун Мұнға қалада жаман энергияны қуу үшін әсім өтіп жатқанын айтады. Ол Мұнды сол жерге апарады. Сонда ол көбірек адамға қолын тигізе алады. Иебун бәріне қолын тигізбек болғанда, кенеттен бақсыға бірдеңе бола бастайды. Оның денесінен сия мен өң келдім рухтары оны билеп алғаны байқалды. Оның дауысы да өзгеріп кетті. Ол Мұнға барып, мені өлтірген адам осында дейді. Осыны айтып, бақсы сол жерде есінен танып қалады. Сосын бақсы есін жиғанда, оны соң күтіп отыр екен.
Ол не болғанын сұрайды. Ол тек рәсім жасап жатқанын ғана есіне алады. Одан кейін не болғанын мүлде білмейді дейді. Соны оған бәрін айтып береді және түн бойы қызуы болғанын айтады. Осы кезде Ебон ақойы үйіне керек. Олар рәсімде не болғанын талқылай бастайды. Ебон кісі өлтіруші шынымен сол жерде болған шығар дейді. Сонда Оқиға, ол да тергеу туралы білгісі келген болар дейді. Ебон кісі өлтіруші полицияны да бақылап жүрген болуы керек дейді. Оқиға, онда ол да сені көрген шығар. Өйткені сен детектив мен бірге айғақ іздеп жүрген едім деп атап өтеді. Енді Ебон өзім сериал қылмыскердің назарына іліккенін түсінеді. Сондықтан оның өмірі де қауіпке. Дәл сол сәтте оған қоңырау шалады. Ол жұмысқа кірісуіміз керек дейді. Бір күнде 1000 адамға қолымды тигізуім керек қой. Ебон, кешіріңіз, бірақ бүгін оянғанда күшім жоғалып кетті. Сондықтан сізге көмектесе алмаймын дейді. Күшім қайта оралса, сізге міндетті түрде хабарласамын. Телефонды қойған соң, Ебонға мұнан хабарлама кет. Онда ол өзінің дәл қазір оның клиникасының алдында тұрғанын жазады. Одан қашу үшін Ебон терезеден қашып шығуды ойлайды. Бірақ ол терезені аша салысымен, бәл сол жерде тұрады. Шын мәнінде, оның күшін жоғалтқаны туралы әңгімесінің өтірік екенін түсінбейді. Содан кейін Ебон оған өзінің келесі құрбан болуы мүмкін екенін айтады. Ал сен ше? Сенде қару бар, күресе аласың, ал мен ше? Мен сені қаруымын дейді. Саған біреу бірдеңе істеуіне мен жол беремін деп ойлайсың ба? Содан кейін Ебон мұнымен бірге баруға дайындалады. Келесі көріністе біз Эрин есімді қызды көреміз. Ол скутермен бір жаққа бара жатқанда, алдынан жаңбыр жауынға киген бір ер адам шыға келеді. Эрин қашуға тырысады, бірақ әлгі ер адам оған тап береді. Сосын біз Эриннің бастығын көреміз. Ол қайтып келмеген соң, бастығы оның қашып кеткенін ойлайды. Келесі көріністе біз полиция бөлімшесін көреміз. Онда бір қыз мұнға сөйлесу керек екенін айтады. Ебон да сол жерде. Қыз, менің атым Джейсук, мен Эринмен бірге кофеханада жұмыс істеймін дейді. Ол Эрин ешқайда қаша алмайды дейді. Оған бірдеңе болғаны анық. Джейсук мұнан Эринге көмектесуін сұрап, байғұс қызым өмірінде онсыз да көп қиындық бар дейді. Оның бағасы оның кесірінен жоғалып кеткен. Сондықтан ол осы күнге дейін өкінеді. Бұл әңгімені естігенде Ебон толғап, біз сені міндетті түрде табамыз деп уәде береді. Эринді міндетті түрде табамыз. Келесі көріністе сыртқа шығып, Ебонды аурухананың алдында кездесуге шақырады. Сол кезде Ебон сонудың шеберханасында онымен бірге болады. Сосын Ебонға қоңырау шалады. Ол сыртқа шығып сөйлеседі. Ал сен әлі ауруханаға жеткен жоқсың ба? деп сұрайды. Сонда Ебон сылтау айта бастайды. Бауыңды байлап жатырсың ба? Ебон мұның дәл сол жерде тұрғанын көреді. Ол тіпті Ебонға сонуға қоштасуға да мүмкіндік бермей, оны өзімен бірге алып кетеді. Сону ұнай ма? Ол жаңа көрдім ғой. Ол қандай адам екенін де білмейсің дейді. Ебон, оның түрінде адамдар жаман бола алмайды дейді. Бұған оның түрінде адамдар көбіне психопат болады дейді. Екеуі де Аронның бастығымен кездесуге кофеханаға келеді. Джейсукке сол жерде. Бастығы Арон туған жеріне қашып кетті деп қайта айта береді. Ебонға оған қолымды тигізіп тексеріп көрді. Сонда Ебон еш сылтаусыз бірден оның бүксесіне қолын тигізеді. Ебон оның естеліктерімен Арон туған жеріне баратынын ешқашан айтпағанын ғана біледі. Дәл сол сәтке Джейсук шығып, бастығымның сөзін шын қабылдамаңдар дейді. Ол жай ғана полицияны араластырғысы келмейді. Ебон Джейсуктың кілт сақинасын көргенде, сонудың да шеберханасын сондай сақинамен ашқанын есіне алады. Сұрағанда Джейсук Эриннің сондай сақинаны өзімен оған жасап бергенін айтады. Ебон мұнға сонуда да сондай сақина болғанын көргенін айтады. Сондықтан оны күшкен сонудың дүпенінің сыртына шығарып бар да оны ұстап көр дейді. Ебон сағызда алып тастаймын деген сылтаумен сонудың бүксесін ұстап, оның кілт сақинасын баққа біреуден алғанын көреді. Ол сыртқа шығып, мұнға сонудың қолданылған ноутбук сатып алғанын, ал сатушы кілт сақинаны тегін бергенін айтады. Ебон сондай-ақ өзін құтқарған адамның мектеп оқушысы сияқты көрінгенін, сондықтан ол бәлкім Аронның скутерін айдаған шығар деп айтады. Енді сол оқушыны табу үшін Ебон Оқиғаның көмегіне жүгінеді. Оның ағасы мектепте мұғалім болғандықтан ол ағасын ертіп келеді. Осылайша Ебон оның бөксесін ұстап, мектеп оқушыларының арасынан сол баланы таба алады. Оны ұстағанда ол баланы көріп, оның есімін де біледі. Сол оқушыға барып скутер туралы сұрайды. Ол мен скутерді ұрлаған жоқпын, оны бір жерден тауып алдым дейді. Скутерді қай жерден тапқанын да айтып келеді. Мен Ебон сол жерден қан іздері мен скутер ішінен қанды пышақ табады. Мен Ебон, ол жерде бейнебақылау камерасы да бар екен. Ебон сериал қылмыскер Аронды өлтірді деп сенді. Содан кейін полициядағы көрініске ауысамыз. Шақтағы қан іздестіреді, ал бейнебақылау жазбасында жаңбыр жамылғы киген ер адамның Аронға шабуыл жасағаны анық көрінеді. Содан кейін Арон соңғы рет кофе жеккізуге барған жерге барады.
Ондағы адам ештеңе есіне түсіре алмады. Сондықтан Мун көмек сұрап Ибанға қоңырау шалады. Ибан сағыз жабысып қалғанын сылтауратып, оның артына қолын тигізіп, Арон кофені жеткізгеннен кейін қай бағытқа кеткенін көреді. Ибан бұл жерге кофе әкелген сайын, ол әрдайым ана жаққа кететінін айтады. Ол бағыттан кофеханаға жету мүмкін емес еді. Сондықтан Мун оның басқа бір жерге кофе жеткізуге кеткеніне сенеді. Сосын әрі қарай жүргенде Ибан бұл жолдың қайда апаратынын түсінеді. Бұл жол Кваншиктің фермасына апарады. Ол жерге келгенде Мун Кваншиктен Арон туралы сұрайды. Ол мұнда ешқашан жеткізіп көрген бе? Кваншик жоққа шығарып, оны тек кофеханадан ғана танитынын айтады. Ибан Кваншиктің өтірік айтып тұрғанын түсінеді. Себебі бірде оның артына қолын тигізгенде естеліктерінен Кваншик пен Аронның жақын болғанын көрген. Және ол бұл жерге жиі еді. Ибан бір сылтаумен Мунның иығына қолын тигізбек болады, бірақ Ибан оны тоқтады. Өйткені ол оның естеліктерін көре алатынын біледі. Ол жерден кеткен соң, Ибан Мунға Кваншиктің қабілеті мен Арон туралы естеліктерін айтып береді. Содан кейін біраз уақыт өткен соң, ол дыш жаққа кетіп қалады, ал екеуі оны аңдып соңынан ереді. Азарға жеткенде ол көзден ғайып болады. Сондықтан екеуі оны табу үшін игіге бөлме. Ибан оны жүк көлігімен кетіп бара жатқанын көреді. Сондықтан таксимен соңынан ереді. Және жолда Мунға қайда бара жатқанын айтып қоңырау шалады. Сөйлесіп келе жатып, ол оны аңдып келе жатқан, бірақ телефонның қуаты таусылып қалады. Ол телефонын қарап жатқанда, кенеттен Кваншик оның алдына пайда болады. Ол Ибаннан мені аңдып жүрсің бе деп сұрайды. Ибан, мен сенің Арон туралы өтіріп айтқаныңды білемін дейді. Дәл сол сәтте Мун да сол жерге. Бірақ ол екеуіне де мән бермей ішке кіріп Аронды шығуға шақырады. Арон онымен бірге шығады, ал Ибан оны көріп таң қалады. Мун қанды істер мен кісі өлтіру қаруы әдейі солай қойылғандай болғанын түсіндіреді. Содан кейін Кваншик неге бұлай істегендерін түсіндіреді. Шын мәнінде Арон бастығына көп қарыз болған. Ол қарызын қайтарғысы келді, бірақ бастығы ақшаны алудан бас тартты. Себебі ол Аронды ақша сылтауымен жұмыс істеуге бергісі келді. Оны құтқару үшін екеуі Аронның өлімін қолдан ұйымдастырды. Мун екеуін де бөлімшеге алып кетпек болады. Кетер алдында Кваншик Ибанға, мен сенің иығына қолымды тигізгенде, жауын жолды жауған түні бізден басқа тағы біреу болғанын сенің есіңнен көрдім дейді. Яғни олар сияқты күшке ие басқа біреу бар, және ол кез келген адам болуы мүмкін. Эпизод ассамблея сайлау күнінен басталады. Онда көптеген адамдар дауыс беруге келді. Ассамблея мүшесі мырза сол кезде жақ өзінің жақтастарымен кездесіп жатқан еді. Екінші жақта біз онда полиция бөлімшесінде көреміз. Онда Кваншик пен Арон бір-бірін құтқару үшін кінәні өз мойнына алып жатыр. Мун оларға, мен сіздерге қылмыстық іс қозғамаймын. Бірақ осылай істегендерімізбен полицияны сайыппұл төлеулеріңіз керек дейді. Ебун полиция бөлімшесінен енді ғана шыққан кезде Джи-соптан Арон туралы сұраған хабарламалар. Ебун оны кеңсеге шақырып, Аронның мүлде аман есен екенін айтады. Джи-сок Аронның қауіпсіз екенін білгеніне қуанады. Арон мен Кваншик полиция бөлімшесінен енді ғана шыққан кезде, оның бастығы қасындағы бұзақылармен бірге сол жерге келеді. Бір бұзақы оны шашынан ұстап сүйреп әкетпек болады, ал бастығы бізбен тыныш жүр, әйтпесе жердінде таяқ жейді дейді. Аронның бастығы оны алып бара жатқанда, Джи-сок та сол жерде болған. Оны көргенде Кваншик бастығына Арон туралы айтқанын түсінеді. Ол барып, Ебунға айқайлап, неге Джи-сокқа Арон туралы айттың дейді. Ол бастығымен бірге енді олар оны қайтадан кофеханаға алып келді. Оны естігенде Ебун қатты таң қалады. Өйткені осы уақытқа дейін ол Джи-сокты Аронның жақын досы деп ойлаған. Ебун кофеханаға барып, Джи-сокпен кездесті. Мен саған сеніп, Арон туралы айттым. Неге бастығына айтып қойдың дейді. Джи-сок түсіндіреді. Менің бастығым екеумізде келісім бар. Егер біреуіміз қашып кетсек, екіншіміз екеуміздің де қарызымызды төлеуге. Джи-сок айтады, Арон қашып кетсе, мен оның қарызында төлеуім керек екенін білді. Ебун қарыздарын төлеуге көмектесетінін айтады. Бірақ Джи-сок кейбір қарыздарды ақшамен өтей алмайсың деп кетіп қалады. Келесі көріністе біз соны көреміз. Ол мейрамханаға барып, үстелде ұйықтап жатқан қызды көреді. Ол отырып тапсырыс береді. Сол кезде қыз кенет оянып, басы Сонудың басына соғылады. Соны оның Ебун екенін көреді. Ебун ол жерде жалғыз өзі ішіп отырған. Ол өзін сәл көңілсіз сезінгенін, сондықтан осында келгенін айтады. Олар бірге ішіп сөйлеседі. Сол кезде Соны оған, адамдарға бірден сенуге болмайды дейді. Ебун, маған сені күмәнданғаннан оңайырақ дейді. Сонуға қатты сенетінін дәлелдеу үшін ол оған құпиясын айтпақшы болады. Бірақ Сону оны тоқтатып айтпа дейді. Біледі, мен қашан өзгеріп кететінімді. Ебун тым көп ішіп мас болып есінен танып қалады. Басының үстелге соғылғалы тұрған сәтінде Сону қолына араға тосады. Ебун көрініс сияқты бір нәрсе көреді. Онда ол Джи-соктың өлі денесін көреді. Сосын ол кенет есін жинап сыртқа жүгіріп шығады. Осы кезде Сону әжетханада болатын. Ол шығып, Ебунның телефонын тастап кеткенін көреді.
Ебун сол жерден бірден кофеханаға барады. Ол жерде Джи сук тапсырыс жеткізуге кеткелі жатқан еді. Ебун оның скутеріне отырып, мен саған бір нәрсе айтуым керек, бірақ алдымен сен тапсырысты жеткізіп кел дейді. Тапсырысты жеткізу үшін Джи сук оңаша жерге барады. Ал жеткізіп болған соң, Ебунға сәл алыста тұрып, сен осында күте тұр дейді. Мен қазір келемін. Ебун скутерден түседі, ал Джи сук оны сол жерде қалдырып, скутерді алып кетеді. Содан кейін Ебун жая оның артынан жүре бастайды. Шама жүрген соң, ол Джи суктың скутерінің құлап жатқанын көреді. Ол оны барлық жерден іздей бастайды. Сол жерде от шашулар ұшып жүреді. Ебун бір от шашуды ұстап алып, оның жадынан Джи сукты біреудің аңдып жүргенін көреді. Ол сол бағытқа барып, жаңбыр жамылғы киген қылмыскердің Джи сукты тоқтатып, басына шлеммен ұрғанын көреді. Ол сол жерге жетіп, Джи суктың қолындағы арқанды кеседі. Сол кезде өзінің де қолы жарақаттанады. Сосын ол Джи сукты алып, екеуі қашып бір жерге тығылады. Бин Джи сукқа шабуылдаушының жүзін көрдің бе деп сұрайды, бірақ ол жоқ деп жауап береді. Бин оның қолын ұстап көріп, ештеңе маңызды нәрсе көрмейді. Ол полицияға қоңырау шалуды ойлайды, бірақ телефоны жоқ екенін түсінеді. Сосын ол Джи сукты жақсылап жасырып, ол сені мында таба алмайды деп өзі көмек іздеуге кетеді. Бун жолға қарай жүгіріп шығады. Қарсы жақтан автобус келе жатыр еді, сондықтан ол автобусты тоқтату үшін алдына тұрады. Автобуста бақсыда болған. Ол түсіп не болғанын сұрайды. Сол сәтте ол кісі өлтірушінің осы қаланың тұрғыны екенін есіне түсіреді. Енді ол бәрінен күдіктене бастайды. Бун бірден полиция бөлімшесіне барып, онда Мунды көреді. Ол Мунға өзінен бірге жүруін айтып, Джи суктың қауіпті жағдайда екенін жеткізеді. Бірақ екеуі сол жерге жеткенде кісі өлтірушінің Джи сукты өлтіріп кеткенін көреді. Мун Гван Шиктен күдіктенеді. Сосын екеуі оның үйіне барады. Ол жерде Гван Шик ес-түссіз жатыр екен. Бун, мен Джи сукты ешкім оңай таба алмайтын жерге жасырдым дейді. Ол жер туралы ешкімге айтқан жоқпын. Сосын кісі өлтіруші ол жерді қалай білгенін білмеймін. Мун Бунға, мүмкін кісі өлтірушінің де сенен Гван Шик сияқты қабілеті бар шығар дейді. Оған Бун былай дейді, Гван Шик оны ұстағанда ол метеор жауған түнде болған оқиғаны көрген. Екеуінен бөлек тағы біреу болған, бірақ ол оның кім екенін көре алмаған. Ол, бұл дегеніміз, кісі өлтіруші сенің естеліктеріңді көрген дейді. Солайша ол Джи суктың қайда жасырынғанын білген. Бун есіне түсіреді. Джи сукты жасырғанмен Мунмен кездескен аралықта ол көп адаммен кездескен еді. Мун кісі өлтіруші сенің күшің туралы да біледі. Әрі сен оны ұстасаң, оның қылмыстарын көре алатыныңды да біледі дейді. Енді олар кісі өлтіруші әрбір кісі өлтіру кезінде көзін жұмып отырғанын түсінеді. Сонда Бун оның естеліктерінен қылмысты көре алмас үшін. Мүмкін, сондықтан әрбір құрбанның денесінде кездейсоқ кесілген іздер болған шығар. Екеуі полиция бөлімшесіне барып, Бун кездескен барлық адамдардың аттарын айтады. Ең алдымен ол бақсымен кездескен, бірақ Бун оның кісі өлтіруші бола алмайтынын айтады. Одан кейін Бун оқиғаның әкесімен, депутатшамен, атасымен, жамамен, детектив Мумен және сан умен кездескен. Әрі олардың бәрімен қандайда бір физикалық байланыста болған. Олар ешқайсысынан күдіктенбеген, бірақ Мун әзірге бұлар біздің күдіктілеріміз дейді. Ол Бунға бәріне қол тигізуді айтады, бірақ Бунның қолы жарақаттанғандықтан Гван Шик оған көмектесетінін айтады. Екінші жағында біз Бунның атасын көреміз. Ол көптеген газет тенісі мен фотосуреті бар бір папканы қарап отыр еді. Сол суретті көргенде ол қатты толқып кетті. Келесі күні ол Мукпен кездесіп, сол папканы берекке бұл көп жылдан бері зерттеп жүрген ісіне қатысты екенін айтады. Ол оған тергеуді жалғастыруды тапсырады және тағы бір нәрсе айтады. Ол кеткеннен кейін Мук сол папканы қарап отырды. Онда ол ескі мәжіліс мүшесінің фотосын көреді. Сол суретте жады болған. Бұл өтірікке толы қала атшулы болады. Келесі күні Гван Шик оларға көмектесу үшін керек. Мун оның қолына жақсылап массаж жасайды. Сосын ол Гван Шикке өзімен Буннан басқа күшті адам, бұл сериал кісі өлтіруші екенін айтады. Сондықтан ол Бунға тағы да қол тигізіп, метеор жауған түнде болған ер адам туралы қосымша мәлімет таба ала ма, соны көруге. Содан кейін ол Бунның қолын қайта ұстап, оның естеліктерін көреді. Сосын олар екеуі оны өздерінің фермасына апарады. Сол метеор жауған түні екеуі де сонда болған. Ер адамның көлеңкесін есіне түсіріп, ол орта бойды, менен биік, бірақ сенен аласа еді. Бунды үйіне жеткізіп кетіп алады. Дәл сол сәтте Сану келеді, өзінің шеберханасын безендіргенін айтады. Бун бар көргісі келді. Сонда Сану жұмысы біткен соң баратынын айтады. Сосын Мун мен Гван Шик Сану жұмыс істейтін дүкеннің сыртында отырды. Сану сыртқа шыққанда Мун кенеттен оның бойы метеор жауған түні көрген ер адаммен сәйкес келетінін барады. Гван Шик кеткен соң, ол ішке кіріп, сонда жұмыс істейтін адамнан Сану сайлау күні осында болды ма? Кеп сұрайды. Ол адам Сануды сол күні толық демалыс алғанын айтады. Үйіне қайтып келе жатып, Мун Бунның бөлмесінде жарықтың сөнбенін көреді. Сондықтан ол оған қоңырау шалып қайда екенін сұрайды. Бун өзінің бөлмесінде екенін және ұйықтағалы жатқанын айтады.
Мұн оған жарықты жағуды айтады, ал ол жарықтың сынып қалғанын сылтау екен. Сосын ол жұмысы барын айтып телефонды өшіріп тастайды. Мұн балгердің үйіне бар. Сұрағанда балгер оның шеберханасына кеткенін айтады. Шын мәнінде ебунда Сану мен бірге оның шеберханасына барған еді. Сол жерде Сану дәл сол қылмыскердің пышағын алып оған қарай жақындайды. Осы уақытта мұны ебунның Сану мен бірге екенін біліп шеберханаға асығады. Ол Санудың қолында пышақ ұстап ебунға қарай келе жатқанын көреді. Ішке кіріп қараса, оның екінші қолында алма бар екенін, ал пышақпен сол алманы кесіп жатқанын көреді. Сану мұнан түнде мұнда не істеп жүрсің деп сұрайды. Мұн, мен сұрайтын нәрсем бар еді, осы маңнан өтіп бара жатқан соң кіріп шықтым дейді. Сосын ол, сәл күні не істеп жүрдің деп сұрайды. Сол күні демалыс алғансың деп естідім дейді. Сану, сен мені қылмыскер деп ойлайсың ба? Дәл сол сәтте ебун Санудың сол күні онымен бірге ішімдік ішкенін есіне түсіреді. Сану түсіндіреді. Ішімдік ішкен соң тапсырысым келетін болғандықтан осы шеберханаға келдім. Мұн мен ебун қайтып келеді. Ебун, сен жазықсыз адамды еш себепсіз күдіктендірдің дейді. Мұн ол осы қалаға келгеннен кейін кісі өлтірулер басталды дейді. Күдіктену табиғи нәрсе. Ебун, сен де сол уақытта көшіп келген жоқсың ба? Дейді. Мұн, иә, бірақ мен полицеймін және оның дұрыс емес екенін ойлаймын дейді. Одан аулақ жүргенім дұрыс. Келесі көріністе Мұн ебун мен Гван Шикті өнеркәсіп аймағындағы іс бойынша көмектесу үшін үйіне шақырады. Мұн қылмыскер экстрасенс, әрі қылмыскер ебунның да экстрасенс екенін біледі. Сол себепті ол кісі өлтірулерді көзі байлаулы күйде жасаған, сондықтан ебун қылмыс естеліктерін көре алмады дейді. Сосын ол, екеуіңде әшкерелендіңдер, сондықтан жасырынып жүріңдер дейді. Үдіктіні өзім тексеремін. Содан кейін бәрі жыл сайынғы шараны өткізу керек пе, жоқ па деген мәселе бойынша жиналыс өткізеді. Көпшілігі қарсы болды, өйткені қалада сериялы қылмыскер жүр. Сол кезде мәслихат депутаты шара өтуі керек дейді. Бұл туризм үшін ең жақсы мүмкіндік. Сосын Мұн бұл шара туралы біледі. Ол ебун мен Гван Шикке көп адам жиналатындықтан экстрасенс қылмыскерді ұстауымыз керек дейді. Жоспар бойынша қылмыскер көзін байлап кісі өлтіру туралы естеліктерін жасыра алады. Бірақ метеор жауған түні Гван Шиктің фермасына келгенін жасыра алмайды. Ол екеуіне де сол естелікті еске түсіруге, бағананың қасында кім болғанын анықтауға назар аударуды айтады. Ебун сұрайды, қылмыскер бізді таниды ғой, неге ол бізге өзін ұстауға мүмкіндік береді? Мұн сүтті шай сататын дөңгешек ашып, тегін аяқ массажын ұсынатын майды. Егер қылмыскер массаждан бас тартса, ол күдіктіге айналады. Содан кейін шаманда шарада балашатын орын ашып жатқанын біледі. Сонда ебун жаңа жоспар ойлап табады. Сөйтіп іс шара өтетін күнге керек. Мұн барлығына нұсқаулық береді. Экстрасенсті ұстау маңызды, бірақ өз естеліктеріңді қорғау да маңызды. Ол ебунға ескертеді. Соның басты күдікті. Оны көргенде еріп кетесің. Күдіктінің кім екенін маған атса ақыл айтасың. Ебун шаманның орнында тығылып отыр. Шаман ішінде кесігі бар орындық жасап қойған. Ебун сол орындықтың астына тығылады. Осылайша ол әр адамға қолын тигізіп, олардың естеліктерін көре алады. Оның орындыққа отырған кезде ебун оның атасы оған тергеу үшін бір құжат бергенін біледі. Ол сәл уайымдай бастайды. Сосын соны оқиғаға келеді. Ол Гван Шиктің орнынан сүтті шай алады. Гван Шик тегін массаж ұсынады, бірақ ол бас тартады. Соны кеткен соң Бэдок Гван Шиктің орнына тегін массаж алуға келеді. Массаж жасап жатқанда Гван Шик оның есінде метеор жауған түні сол Удың фермаға қарай бара жатқанын көреді. Ол бұл туралы Мұнға айтады. Содан кейін Мұн жоспарды өзгертеді. Енді олар адамдардың естеліктерінен сон уды көруге тырысады. Ебун да солай істейді. Сосын біреудің есінде ол сон удың мәжілісменде аңдып жүргенін көреді. Йонмук ебунның кәкесі онымен бірге оқиғадан кетіп бара жатқанда көліктен дәл сол файлды табады. Ол файлда оның әпкелері, ебунның анасы, наразылық суреттері және оның соңғы мақаласы бар еді. Ол өндірістік істі зерттеп жүрген, бірақ қайтыс болды. Жарайды, Фве мәжілісменді балгердің киоскіме алып еді. Ебун оны ұстап көрініс көреді. Ол Гван Шиктің фермасына барып, әкесіне ферманы сатып алу туралы сөйлескісі келген, бірақ әкесі келіспеген. Сол себепті ол метеор жауған кезде ферманың сыртында жүрген. Бірақ оның есінде сол метеор жауған сәтте балгердің ферманың ішінде жүргенін көреді. Сосын оған тағы бір естелік келеді. Анасы көлікте ес түсіп жатқан, алша көліктің сыртында тұрып қайып тұрған. Ебун содан кейін анасының апатын есіне түсіреді. Осы уақытта Гван Шик массаж сылтауымен балгердің аяғына тиеді. Естелікте ол фермаға кездейсоқ келгенін көреді, бірақ бағананың жанында басқа бір ер адам тұрған. Гван Шик оны танып, Мұнға жүгіріп барып, сол метеор жауған кезде бағананың жанында Сану тұрған дейді. Ол мұны оған айтып береді, ал Оқиға, енді білсең, неге оны қамауға алмайсың? Дейді, әйтпесе ол тағы біреуді өлтіруі мүмкін. Мұн болса ешқандай дәлелі жоқ екенін, сондықтан оны қамауға ала алмайтынын айтады. Келесі көріністе біз Сануды балгердің дөңгешегінде көреміз.
Мұн келіп өзі орындыққа отырып, сануға елесі орындыққа отыруды ишаралап, оны ұстап көру үшін мен саған бір нәрсе айтуым керек дейді. Бірақ сану отырудан бастады. Сонда мен бір нәрсені түсінбеймін дейді. Хэнкок университетін бітірген соң, неге осы жерде дүкенде жартылай жұмыс істеп жүрсің? Бұл жерге сенің ешқандай қатысым да жоқ қой. Сану байсалды үнмен, себебімен адамдарды өлтіргім келді дейді. Сосын ол, сен естігің келген жауап осы ма? Дейді. Ақыра, неге сен мені сонша күдіктенесің? Мен әлі ештеңе жасаған жоқпын ғой. Себебімен детективпін дейді. Келесі көріністе Евон анасының қабіріне келген. Бірақ ол апайы Йонға, менің анам қандай адам еді? Деп сұрайды. Ол әрдайым бәріне көмектесуге дайын болғанын түсіндіреді. Адамдардың әңгімелерін алдыңғы қатарға шығарған. Ол өте жақсы журналист болған. Сонда Евон, онда неге ол өзіне қол жұмсады? Деп сұрайды. Ол ешқандай хат та қалдырмаған. Маған да сендерге де ештеңе жазбаған. Ешқандай белгі де қалдырмаған. Йон былай дейді, мырза. Оларға оның қиындық көріп жүргенін айтқан. Евон олар жақын болған ба деп сұрайды. Ал Йон, иә, өте жақын едік дейді. Тіпті бір кезде сенің анаңа ғашық болған ба екен. Келесі көріністе жас мук доктор Бонгты місін зерттеп жүріп. Сол кезде қызыл даму алаяқтығының құрбаны болған әйелмен кездеседі. Ол және басқа да құрбанда. Ол кезде олар наразылыққа шағады. Джон Мук оған файлдан бір сурет көрсетіп, мына адамды білесіз бе? Деп сұрайды. Әйел, иә, ол наразылыққа бекетін төрайымы болған дейді. Ол жалғыз басты ана еді, және кейде ұлын да ертіп келетін. Содан кейін біз наразылық акциясына қайта оралған Евон мен Янгты көреміз. Доктормен кездескеннен кейін ассамблея мүшесі Чаның кетіп бара жатқанын көру. Жарлыс. Сосын Евон одан, сенің менің анамның жақыны екенімді білдім деп сұрайды. Ол тікелей, анам неде өз-өзіне қол жұмсады деп сұрайды. Анамның сапта өте мықты болғанын, бірақ ол депрессияға шалдыққанын, және сол үшін дәрі қабылдап жүргенін айтады. Ол жұмыс істеп жатқан оқиға оған іштей әсер етіп жатты. Ол мұнымен мен бөлісетін, бірақ мен сол кезде бос емес едім. Мен оны өлім алдында көргенде жоқпын. Евон таң қалады, себебі оның есінде Чаны анасының көлігінің сыртында көрген екен. Іштей Янг доктордан сұрайды. Бонг неде мақалалар мен құжаттарды Янг Мукқа бердің? Сол кезде шынымен не болды? Не шақыртасың? Доктор, Бан сенің әпкең өз-өзіне қол жұмсаған жоқ дейді. Содан кейін біз Сон Вудың мәліметтерін сұраған онды көреміз. Онда оның әкесі қайтыс болғаны, ал анасы жоғалып кеткені айтылған. Содан кейін Сон Ву тұратын балгердің үйіне келеді, және оның бөлмесінен дәлел іздеп жүріп, Сон Вудың бала кезіндегі суретін табады. Дәл сол сәтте біреудің келгенін естіп, есіктің артына тығылады. Дәлгер сол жерге келіп бір нәрсе іздеп жүр екен. Тыныш қана кетіп қалмақшы болады, бірақ балгер оны байқап қалады. Ол одан сұрайды, сен оны кісі өлтіруші деп ойлайсың ба? Сұрайды, қалай білдіңіз? Ол айтады, неде детектив біреудің үйіне жасырын кіреді. Екінші жағында біз Вансикті көреміз. Ол Сон Вудың кеткенін көріп, оны шеберханасына дейін аңдып барады. Сол жерден ол Мунға хабарлама жібереді. Оған дереу ол жерден кетуін айтады. Вансик Сон Вудың ішінде ұйықтап жатқанын көріп, олардың жақсы мүмкіндігі бар деп хабарлама жібереді. Жауап береді, бұл қауіпті, дереу кет деп өзі де балгердің үйіне шығып кетеді. Бірақ Вансик Мунның сөзін тыңдамай, ішке кіріп Сон Вуға баяу жағындайды. Ол оны ұстайын деп жатқанда Сон Ву оянып кетеді. Өзін ашқанын көрген Вансик шошып артқа шегінеді. Оның артындағы шкаф үстіне құлап кетеді. Келесі көрініске Мун ауруханаға қарай жүгіріп барады. Ол тоқтай таңғыштен оралған адамды көреді. Ол қапта айқайлап, мен саған жалғыз барма дедім ғой дейді. Дәл сол сәтте Вансик артынан келіп иығына қолын қояды. Мун басқа біреуді Вансик кеп шатастырыпты. Сосын ол қолының жарақаттанғанын, біраз уақыт таңғышпен жүру керек екенін түсіндіреді. Мун не болғанын сұрайды. Сондай-ақ ол жерде Сануда болған. Сондықтан Вансик былай түсіндіреді. Мен Санумен келісуге бардым. Ол ұйықтап жатқанда шкаф құлап бара жатқан оны Сану құтқарды. Әйтпесе, мен одан да қатты жарақат алар едім. Және мені ауруханаға әкелгенге сол болды. Келесі күні Йон Мокпен кездесуге келіп, неге күмәнданатынын айтады. Бонның анасы Ми Ок өз-өзіне қол жұмсаған. Джон Мок файлдағы ақпаратты қудаласа, Ми Октың өлімінің себебін табатынын айтады. Ол Йонды бос жатқан жерге апарады. Ол қайта құру кезінде бұл жерлер ең қымбат болғанын айтады. Ассамблея мүшесі Йон қайта құруға дейін бұл жерлерді арзанға сатып алған. Сосын туристік аймақ туралы қауесет тарай бастағанда, Йон бұл жерді қымбатқа сатқан. Сол кезде Мёк қайта құру туралы мақалалар жаза бастаған. Йон әкесіне ешқандай жер сатып алуға рұқсат бермеуді айтқанын есіне алады. Мёк тек сенің әпкең ғана жәбірленушілердің жағында мақалалар жазғанын айтады. Сосын екеуі де жәбірленушілер тізіміне қарайды. Бірақ барлық жердің қазір ассамблея мүшесі Чаң батына өткенін көріп шошып қалады.
Ал екінші жақта мон бір жерге жетіп, сол молдың бала кездегі суретіне қарап, бұл сол жер екенін түсінеді. Ол ебунға қоңырау шалып, сол молдың осы қалаға қандай да бір қатысы бар ма деп сұрайды. Ебун, ол маған анасы осы жерден екенін айтты, бірақ өзі бұл жаққа алғаш рет келіп тұр дейді. Суреттен оның өтіріп айтқаны анық болды. Мон ебунға сол одан аулақ болудан ескерткен. Сосын біз емнен мүкті көреміз, олар тізімдегі соңғы адамның үйіне бар. Олар оданша барлық басқа жерлерді қалай сатып алғанын сұрайды. Ер адамдар қайта құруға деген ашкөздікпен жер сатып алғанын, бірақ жоба тоқтатылғанда бағалар түсіп кеткенін айтады. Жанар бағасынан қымбатқа сатып ал, бәрінің жерін иеленген. Адамдар шығынға батып соққан. Оған мүктің суретін көрсетеді, ал ер адам оны танып, оның комитет төрағасымен өте жақын болғанын айтады. Оның өтемақы ақшасымен қашып кеткені туралы қауесеттер болған. Келесі көріністе депутатша күтпеген сезінеді. Оны біреу аңдып жүрген еді. Сол жерде бұнда болды. Ол жаңбыр жамылға киген кісі чаны өлтірмек болғанын көреді. Бұн жаңбыр жамылға киген бақсыны көріп қатты таңғалады. Бұн оның атын атап шақырады. Бақсының өзі де қатты қобалжып тұрған еді. Бұн алға шығып, оның қолындағы пышақты тартып алады. Сосын оны сыртқа алып шығып, бұн бақсыдан не істеп жүрсің деп сұрайды. Ол мен чаны өлтірмек болдым дейді. Ол түсіндіреді, қайта құру кезінде шәкесінде жерін сатуға көндірген екен. Әкесі өте кедей болған, бар ақшасын жерге салып, ең болмаса ұлыма пайдасы тиіп деп ойлаған. Бірақ олай болмады, әкесі түпсіз қалды. Ол кезде өзі әскерде болған. Оралғанда әкесі өз-өзіне қол жұмсаған екен. Әкесінің өлімінен кейін анасы да қайтыс болған. Үйіне қайтып келгенде, ебун қайта құруға қатысты мақалаларды істейді, бірақ ештеңе таппай. Сондықтан ол жергілікті кітапханаға барып, сол жерде істейді. Анасы жазған бірнеше мақаланы табады. Бір мақалада депутат үйінің серіктесі оған қарсы сотта куәлік бермек болғаны айтылған. Келесі көріністе мұнға көп жыл бұрын депутат үйін қайта құру жобасын бастағанын айтады. Ол кезде депутат шада қасында болған. Ол науқанның құрбандары комитетінің төрайымы келектен жоғалып кеткен. Ал Сану оның ұлы. Енді Момсан оның чаға байланысты ауысқанын түсінеді. Сосын мұнан не біретінін сұрайды. Момсан оның бұл жерде болып жатқан кісі өлтірулерге бір қатысы бар екенін айтады. Содан кейін мұны еме қайтып келсе, оны бұн күтіп отыр екен. Ол мұнға ескі материалдарын қарауды айтып, 2005 жылы порттан бір көлік теңізге құлап кеткенін түсіндіреді. Ол өлім суицид деп танылған және қайтыс болған адам сол. Мұн барып іс материалдарын іздеп мұнаны анықтайды. Жәбірленушінің денесінен біраз ұйықтататын дәрі табылған, бірақ мөлшері аз болғандықтан өлім себебі ретінде суға бату деп көрсетілген. Өлім сценарийінде миок автотұраққа жеткізіліп, көлік тежегішке қойылғаны сипатталған. Содан кейін ол ұйықтататын дәрі ішкен соң, фенесі босаңсып, көлік өздігінен суға сырғып кеткен. Мұн осының бәрін ебунға айтып келеді, ал ол неге полиция мұны суицид деп шешті деп сұрайды. Ол жай ғана кездейсоқтықта болуы мүмкін еді ғой. Мұн түсіндіреді, бұл оқиға суицид деп жарияланған, себебі депутатша солай деп мәлімдеген. Миоктың қатты күйзелісте болғанын және әкесімен қарым-қатынасы жақсы болмағанын айтқан. Оның депрессияға қарсы дәрі ішіп жүргенін де айтқан. Ебун сұрайды, егерше мәлімдеме жасамағанда не болар еді? Мұн айтады, онда полиция басқа мүмкіндіктерді қарастырар еді. Ебун үйіне келсе, сол жерде отыр екен. Ол әжептәуір мас болған. Ол әзілдеп ебуннан, неге сен детектив мұмен сонша уақыт өткізесің деп сұрайды. Ебун жауап бермейді. Кетіп бара жатқанда, ебунның атасы оны шығарып салуға барады. Ебунның сыртқы келбетіне мінезі мияққа ұқсайтынын айта бастайды. Ол тағы бірдеңе айтады, ал доктор бан өзін тоқтата алмай, мияқ туралы айтпа деп айқайлайды. Әлі тоқтамайды. Және оған көңіл бөлуі керек еді, сонда ол өзіне қол жұмсамас еді. Доктор Бонг мияқтың өзіне қол жұмсамағанын айқайлайды, ауча оны икеріп жібереді. Оны көрген ебунның иті қатты үре бастайды. Шуды естіп, ол төмен түседі, ал доктор Бонг ештеңе болған жоқ дейді. Кейінірек ебун атасымен және итінің есінің арасындағы әңгімені көреді. Сосын ол одан тікелей сұрайды, анам өзіне өзі қол жұмсаған жоқ, солай ма? Ал сіз күдіктендіңіз, мырза. Сондықтан сен осынша жыл бойы оның қасында болдың. Доктор, банк алымдаудың қажеті жоқ дейді. Ол сенің анаңның емес, менің қызымның мәселесі. Егер ол сенің әкеңді кездестірмегенде, менімен бірге болар еді. Ебун да ашуланып, жарайды, қызымды ойлайсың дейді. Мен анамды ойлай беремін. Қалай болғанда да біз отбасы емеспіз. Келесі көріністе ебун оқиға бәрін айтып береді. Егер күмәнданса, оған қолын тигізіп көруі керек дейді. Содан кейін ол қой жоспарлайды. Ол депутат чамен кездесіп, сайлау науқаны туралы сөйлеседі. Содан кейін чаға ішімдік ұсынады. Жоспар бойынша олар чаны соншалықты мас қылады. Ол есінен танып қалады. Сол кезде ебун оған қолын тигізуге мүмкіндік алады. Жоспар сәтті жүзеге асады, бірақ чамен бірге ол қой да мас болып есінен танып қалады. Сосын ебун чаға қолын тигізіп бәрін көреді.
Ол чаның депутат юнға қарсы куәлік бермек болғанын және дәлелдерді оның анасына бергенін көреді. Бірақ депутат бұл туралы біліп қояды. Ол оны осы жерде депутат бола аласың деп аңғарды. Оның орнына ол дәлелдерді қайтарып беруі немесе мейяк дәлелдерді пайдалана алмайтындай бірдеңе істеуі керек еді. Чаның мейяктың шайына ұйықтататын дәрі қосқанын, ал мейяк есінен таң қалған соң, оның көлігін суға итеріп жібергенін көреді. Сосын біз соны бақылап жүрген бадокты көреміз. Кенеттен ол оның дүкенде жоқ екенін байқайды. Ол мұнға қоңырау шалып айтады. Бірген депутат чаның кеңсесіне жетіп, біреудің чаны құшақтап кеткенін көреді. Ал сәл әріректе, доктор, банк естісі жатыр. Онда қымыстыралы бар. Одан кейін шеберханаға барып, оның өз жұмысымен айналысып жатқанын көреді. Сосын ауруханаға барып, ебіммен кезеді. Ол жерде доктор, банк ауруханаға түскен еді. Ол не болғанын білгіміз келсе, сенің қабілетіңді қолдануымыз керек дейді. Фибін. Келесі көріністе барып, барлық детективтерге сериялық кісі өлтірушімен депутатша туралы айтады. Депутат қайтыс болғандықтан, мұндағы барлық материалдарды алып тастау керек. Сондықтан ауыр қылмыстар бөлімінің тергеушілері келіп, бізді тергеуден шектеген. Барлығы материалдарды жинап, оларды өз үйіне апарады. Ол уақытша штабқа айналады. Жаңалықтарда депутат шамның өліміне доктор. Жарлыс. Содан кейін кісі өлтіруші өзін пышақпен соғып, өзіне қол жұмсамақ болған. Докторды тексереді. Ауруханада банның медициналық карталарын қарап, онымен кезеді. Ол сондай атасы чаны өлтірген болуы мүмкін деп күдіктенді. 17 жыл бойы қызының өзіне өзі қол жұмсамағанын дәлелдеуге тырысып келгенін, неге чаны өлтіруі керегенін айтады. Содан кейін ол доктор былай деп түсіндіреді. Оңтың Паркинсон ауруы болды. Ол қолын дірілдете бастады. Ол пышақты дұрыс ұстай алмайтын, біреуді пышақтау түгілі. Содан кейін оның бөлмесіне барып, Паркинсонға арналған дәрілерді табады. Сол жерде өзімен анасымен бірге мектепке қатысты суреттерді табады. Сосын өзінің альбомын тайды. Ол анасының оған бір суретті көрсетіп, бұл суретті ешқашан жоғалтпа деп айтқанын есіне алады. Суреттің артқы жағында атасы да тұрғанын байқайды. Сол себепті анасы сол кезде толқып кеткен екен. Ол атасы қызына жақындамаса да, оны сағынғанын түсінеді. Содан кейін шындықты білу үшін ауруханаға барып, оны ұстап көруге тырысады. Сол сәтте ол оның қолын ұстайды, және флешбек көрінісі болады. Ветеринария мектебіне қабылданады. Ол оның алдында ештеңе білдірмейді, бірақ ішке кірген соң қатты толқып, қуаныштан көзіне жас алады. Атасының жағдайын көріп қатты жылайды, және оның көз алдында атасы қайтыс болады. Жаңалықтарда шаман болып табылатын депутат чаның өліміне қатысты жаңа күдіктінің ұсталғаны айтылды. Оны докторға апарады. Беннің невропатологы түсіндіреді. Доктор Бен Паркинсон ауруымен ауырған, әрі ол 3-ші сатыда болған. Осы аурудың салдарынан оның қолы үнемі дірілдеп тұратын, сондықтан ол ешкімді пышақтай алмайтын. Бұл доктор Беннің кінәсіздігін дәлелдейді. Келесі көрініс доктор. Беннің жерлеу рәсімі, онда бәрі келіп құрмет көрсетеді. Сол жерге шаманда келіп жылай бастайды. Өте қатты жылап қалаға көшіп келгенде, бәрі оған таңырқай қарайтын, өйткені ол шамайын. Бірақ доктор банк онымен кәдімгі адам сияқты қарым-қатынас жасайтын. Сосын біз мұның бастығы оған оның командасы енді сериялық кісі өлтірушісімен айналыспайтынын айтқанын көреміз. Сонда басқа детективтерге біз тергеуді жалғастырамыз, тек ешкімге білдірмейміз дейді. Соның жерлеу рәсіміне ең соңғы болып келеді. Ештеңе демейді, бірақ соны өзі кешіккен себебін түсіндіреді, анасына ұқсасмай табылған үшін. Соны бұрын анасының жағдайына чаны кінәлағанын айтады. Оны өлтіргісі келгенін, бірақ өзін тоқтатып, оны өлтіру анасын қайтармайтынын ойлайтынын айтады. Екінші жағында біз гваншикті көреміз. Ол жасырын түрде бақсының үйіне жақындап келеді. Ол қолын ұстап, бірден мұнға барып, 2 күн бұрын бақсының қолында пышақпен депутат чаның кеңсесіне барғанын көргенін айтады. Ол оны өлтіргісі келген. Содан кейін детектив бақсының үйіне келіп, оған пышақтың суретін көрсетіп, осындай пышағы бар ма деп сұрайды. Бақсы иә деп жауап береді. Келесі көріністе тергеу кезінде бақсы пышақты лақтырып жібергенін айтады. Мұнға бақсының кеңсеге пышақпен барғанын, бірақ ішке кірмей тұрып, оны өзі тоқтатып, екеуі бірге қайтып кеткенін айтады. Сосын бір ер адам бақсыны кешкі сағат 8-де көргенін айтады. Сосын сану сағат 9-да шеберханаға барғанда, бақсы сол жерде ұйықтап жатқанын айтады. Сол себепті бақсы босатылады. Сосын сану мұнға доктор банның кеңсеге қарай бара жатқанын көргенін, оның жүруге қиналып тұрғанын, сондықтан оны сонда апарып тастағанын айтады. Сосын сануға қолын тигізіп, оның шындықты айтып тұрғанын көреді. Ол доктор банды кеңсеге апарып тастап, сол жерден бірден шеберханаға кеткен. Ол кісі өлтіруге қатысы жоқ еді. Сосын мен медеу жауған түні мұнара маңында біреуді көрген, гваншикке күтіппен қарай бастайды.
Екінші жағынан, біз ваншиктің жаңбыр жамылғысын киген бір ер адамды аңдып жүргенін көреміз. Ол бір үйдің артына барады. Сол жерден тек пышақтың дыбысы ғана естіледі. Сосын гваншик алға шыққанда оның денесінен қан ағып жатқанын көреміз. Осы уақытта Мун гваншикті іздеп жүргенде жаңбыр жамылғысын киген бір ер адамды көреді. Мұны оған айқайлайды, ол қаша жөнеледі. Қашып бара жатып, ол алда жолы жабық бір жерге жетеді. Су өлтірушінің жүзі көрінбеді, бірақ Мун бұл гваншик емес екенін анық түсінеді. Сосын қылмыскер Мунға пышақпен шабуыл жасап, оның қолын кесіп, сол жерден қашып кетеді. Мун оны қайтадан қуады, бірақ ол бақсының үйінің қасында ғайып болады. Дәл сол сәтте Сану іштен шығып, Мунның қолынан қан ағып жатқанын көріп, не болғанын сұрайды, бірақ ол ештеме айтпайды. Ал екінші жақта Ебун сырттан гваншиктің дауысын естиді. Мен түсіндім. Ебун оның қанға боялғанын көріп, кірген бойда құлап түседі. Ол зорға ғана Ебунға бір сөз айтады. Содан кейін қайтыс болады. Сосын Ебун Мунға қоңырау шалып, оны осында алып келеді. Ол гваншиктің тамырын тексереді. Ол қайтыс болған еді. Келесі көріністе Арон Мунға гваншик бір нәрсені тексеру керек деп үйден шығып кеткенін айтады. Мун түсінбейтін бір нәрсе өліп бара жатқан гваншик мере Ебунға барғаны. Ебун үйіне қайтып келсе, Мун сыртта тұр екен, ал оның қолынан әлі де қан ағып жатыр. Ебун оны ішке кіргізіп, жарасын танады. Содан кейін оған гваншиктің бір нәрсе айтқысы келгенін. Мун оның кісі өлтірушінің есінен шыққан қараңғылық сәттерінен бір дәлел тапқанын, ал бұл дәлелді қылмыске жасыруға тырысқанын ойлайды. Әзірге дейін Мун мен Ебун қараңғылық адамның көзі жұмылғанын білдіреді деп қана ойлаған. Мун кісі өлтіруші құрбандарының естеліктерінде көздері ашық болса да, қараңғылық сияқты көрінетін бір айлақ қолданады деп ойлайды. Мун кеткен соң Ебун мен міндетті түрде Сануны ұстауым керек деп ойлайды. Себебі соңғы рет Сануны ұстағанда ол қараңғылықты көрген еді. Ол Сануға хабарласып кездесуді сұрайды. Сану өзі оған қол тигізуді айтады, және басқа адамдардың күдігін қабылдай алатынын, бірақ оның күдігін қабылдай алмайтынын жеткізеді. Оған жауап ретінде Ебун, мен сенің кісі өлтіруші емес екеніңе сенемін дейді. Кейін олар гваншиктегі пышақ іздерін алдыңғы құрбандармен салыстырғанда іздердің мүлде өзгеше екенін байқайды. Депутаттың гваншиктің істерінде қылмыскердің көзі ашық күйде шабуыл жасағаны байқалды, өйткені пышақ өмірлік маңызды нүктелерге сұғылған. Келесі көріністе Сану Ебунға, егер менімен бірге жүрсең, ешкім саған күтіппен қарамайды дейді. Ебун келсек. Келесі көріністе Ебун Санудың шеберханасына келеді. Сол кезде Сану қораптағы қаны бар пышақты қарап отыр еді. Дәл сол сәтте Ебун ішке кіреді. Ебунды көргенде ол жымияды, бірақ Ебунмен бірге балгерді көргенде қорабын бірген жауып тастайды. Ебун мұны байқап қалады. Болашақты болжаушы Ебунның жалғыз кіргенін көріп, оны шығарып салуға келгенін айтады. Сану екеуіне шай әкеліп, әдейі балгердің үстіне төгіп жібереді. Сосын ол жақын маңдағы шіркеудің дәретханасына барып, өзін тазартып алуға болатынын айтады. Бірақ балгер Ебунды Сану екеуін жалғыз қалдырғысы келмей, Сануға да бірге баруды ұсынады. Екеуі шығып кеткен соң, Ебун барып қорапты ашады да, ішіндегі пышақты көріп қатты шошиды. Сану балгерді шығарып салып қайтып келгенде, Ебунның сол жерден кетіп бара жатқанын көреді. Ол сол пышақты алып, оның артынан ілеседі. Ебун қаша жөнеледі, сондықтан ол да оның артынан жүгіре бастайды. Жүгіріп келе жатып, Ебун жаңбыр жамылғы киген ер адамды көріп тоқтайды. Сол кезде Сану да жетіп, оның қолынан ұстап, екеуі бірге қаша жөнеледі. Бірақ әлгі ер адам Сануға тап беріп, оны жерге құлатып, пышағын алып Ебунды өлтірмек болады. Бірақ Сану оны бір амалын тауып тоқтатып, Ебунға қаш деп айтады. Ебун сол жерден қашып бір жерге тығылады да, сол жерден Мунға қоңырау шалып, тез кел, сериялық қылмыскер осында дейді. Біраз уақыттан кейін Ебун батылданып қару алып, Сануға көмектесуге барады, бірақ қылмыскердің Сануды өлтіріп кеткенін көреді. Содан кейін ол оған қарай жақындайды, бірақ полицияның дабысын естіп артқа шегінеді. Сосын біз полиция мен криминалистердің көпшілігі келгенін көреміз. Детектив Кан Ебуннан жәбірленушімен бірге болғансын деп естідім, қылмыскердің жүзін көрдің бе деп сұрайды. Ол жоқ деп жауап береді. Келесі көріністе Оқи Ебунға бақсы Сану үшін, оның жаны тыныштық табу үшін рәсім жасап жатқанын айтады. Егер рәсімде бірдеңе бергің келсе, барып бере аласың. Содан кейін Ебун Санудың рәсіміне аяқ киім сатып алады. Мун жолда Ебунды көріп, оған барып, мен түсіндім. Қылмыскер кісі өлтіргенде күн көзілдірігін киіп жүреді екен. Қараңғыда күн көзілдірігін кию арқылы әлсіз болса да көре алады. Ебун аяқ киімді алып, бақсының үйіне жетекке, бақсының күн көзілдірігін киіп отырғанын көреді. Ештеңе айтпай, ол бақсыға қолын тигізеді, оның есінде өлтірілген барлық адамдарды бақсының өзі өлтіргенін көреді. Бақсы күн көзілдірігінің не үшін керек екенін енді түсінген сияқтысын дейді. Бақсы айна қояды, ал Ебун телефонының жазбасын қосады. Сосын бақсы Ебунның көзі арқылы өз естеліктерін көрсетекке, оның телефонын алып жазуды өшіреді.
Осыдан кейін ебун бақсының күші оның көзінде екенін түсінеді. Ол біреудің көзіне қарау арқылы естеліктерді көре алады. Сосын біз оның соңында қалай өлтіргенін еске түсіретін көріністі көреміз. Шын мәнінде сол түні Мун оны аңдып жүрген еді. Ол қашып бара жатып, Соноудың үйіне кіріп кеткен. Ал сол кезде Соноу қоқыс тастау үшін үйден шығып жатқан болатын. Соноудың қолын бақсының пышағы жарақатты. Соноуда бақсының күші оның көзінде екенін түсінді. Сол күні Соноу пышақ туралы айту үшін ебунды шеберханасына шақырған еді. Бірақ ол жерде бақсыны кенеттен көріп қалып, байқаусызда көздері түйісіп кетті. Сосын бақсы оның естеліктерін көріп, Соноудың бәрін біліп қойғанын түсінді де, оны өлтірді. Бақсы ебунға полицияға айтқың келсе, бар да ай. Бірақ саған кім сенеді дейді. Сосын бақсы ебунға атасын өлтіргісі келмегенін, бірақ ол дұрыс емес, уақыты келген соң амалсыздан өлтіргенін айтады. Бірақ ол бұған қатты қайғырып жүр, сондықтан ебунды тірі қалдыратынын айтады. Келесі күні Мун ебунмен сөйлесуге керек. Бақсы олардың сөйлесіп тұрғанын көріп, қастарына келіп, екеуінің де көзіне қарап, ебун Мунға ештеңе айтпағанына көз жеткізеді. Келесі көріністе Чанмук полиция бөлімшесінде мас адам болып көрініп, детективті алаңдатады. Ал осы кезде Мун айғақтар арасынан Санудың телефонын алып кетеді. Шын мәнінде ебун бақсының Сануды өлтіргенін оның естеліктерінен көрген еді. Сол кезде бақсы араб тілінде бір сөз айтқан. Ол сенің туған күнің деген мағынада болған. Ебун оның телефонының құпия сөзін айтып тұрғанын түсінді. Ал Мунмен кездесуге кіргенде, ол оның қолына хабарлама салып жіберген еді. Онда бақсының кісі өлтіруші екені және Сануның телефон құпия сөзі жазылған болатын. Енді Мун осы құпия сөзбен Сануның телефонын ашады. Келесі көріністе детективтің барлық сериялы кісі өлтірулер үшін бақсыны тұтқындауға келгенін көреміз. Шын мәнінде бақсы Сануны өлтіріп жатқанда, Сану телефонында жазба қосып қойған еді. Сосын ол бақсының атын атап, барлық адамдарды өзі өлтіргенін сұраған еді. Оған бақсы «Иә» деп жауап берген. Осының бәрі жазылып қалған. Детективтің тергеуі оның алғашқы құрбаны Австралияда өлтірген әйелі болғанын анықтайды. Содан кейін Мун полиция бөлімшесіне келеді. Бақсы оның көзіне қарап, қайдан келгенін бірден біледі. Мун оған айқайлап көзіме қарама дейді де, неде әйелін және басқаларды өлтіргенін сұрайды. Бақсы әйелі оны алдап жүргенін, сондықтан оны өлтіргенін, ал қалғандарын жай ғана қызық үшін өлтіргенін түсіндіреді. Мун қателігім үшін жауап беруге дайын бол. Енді өмірінің қалғанын түрмеде өткізесің дейді. Бақсы мені бұл жерден жібер, әйтпесе тағы біреудің өмірі қауіпте болады дейді. Сосын ебун Оқиғаның жоғалып кеткенін біледі де, полиция бөлімшесіне барып, бақсыға айқайлап Оқиға туралы сұрайды. Бақсы ештеңе айтпайды, сондықтан ебун оны ұстап, оның естеліктерінен Оқиғаны ұрлап, бір оқшау жерге апарғанын көреді. Келесі көріністе Оқиға бір жерде ес-түссіз, аузында тұмылдырық, қолдары байлаулы жатқанын көреміз. Осы уақытта детектив тергеу бөлмесіне кіріп, ебунның бақсының тамағына пышақ тақап тұрғанын көреді. Ол детективке бақсыны сыртқа шығаруды, ал Мунға көлікті айдауды бұйырады. Оны тоқтатуға тырысады. Бүкіл осы оқиғаны бақсы өзі ұйымдастырып отырған еді. Оның орнына ол оларға Оқиға туралы айтпақшы болды. Дәл сол сәтте көпке келген бұзақылар Мунды артынан ұрып жібереді. Бекке олармен бірге келген еді. Бектің адамдары Мунды қатты соғып, оны және ебунды бір жерге байлап тастайды. Бақсы Бекпен келісім жасап, Мунды айырбастап, оны қайғымен Қытайға жіберемін деп уәде берген. Бірақ енді ол одан ақша сұрайды. Сонда бақсы оның көзіне қарап, құпияларын айтып береді. Бек, мұны қайдан білесің деп сұрайды. Бақсы, менде күш бар. Мен біреудің көзіне қарап, оның естеліктерін көре аламын. Ал Мунмен жүрген қызда да сондай күш бар. Ол адамның денесіне қол тигізіп, оның естеліктерін көре алады дейді. Бек бақсыны ұрып соғып, кейін ебунға барып, шынымен де ерекше күші бар ма деп сұрайды. Ебун ештеңе айтпайды. Бек өзінің адамына оны тексеріп көруді бұйырып, егер оның күші болмаса, оны басқа қыздар сияқты пайдаланамыз дейді. Ол адамдарға Мунды бір дәрігерге апаруды бұйырып, былай дейді. Барлығын алып кеткен соң, ебун Мунды көтеруге тырысып, енді не істейміз дейді. Мун ебунға өзін ұстап, ұлттық полиция университетінің естеліктерін қоюын сұрайды. Бірнеше минуттан кейін Бектің адамдары келіп, онда алып кетеді. Сосын тағы бір адам ебунға ине ұстап келеді. Бірақ ол инені салмай тұрып, ебун ер адамның қолынан инені жұлып алып, оны өзіне салып жібереді. Шын мәнінде, Мунға қол тигізгенде, ол оның полициядағы жаттығу естелігін көбенеді, онда қауіпті жағдайда байланған арқанына қалай босап шығуды үйреткен. Ебун әлгі ер адамға қолын тигізіп, Мунды қайда апарғанын көреді де, тығылып жүріп сол жерге жетеді, және бір дәрігердің Мунға бірдеңе жасамақ болып жатқанын көреді. Дәрігер ебунды көріп, оған қарай ұмтылады. Сонда ебун жақын жердегі таяқты алып, оны ұра бастайды. Осы кезде Бек өз адамдарымен бірге сол жерге келеді. Ол ебунға, сен бәрін көре алатын күшім бар, бірақ бейне бақылау камерасын байқамадым дейді. Мун бәрімен төбелесіп, соңында Бекті де ұрып тастайды.
Сосын ебун бақсының есінде көрсетілген жерге барып оқиғасын іздейді. Сосын ол жерасты қоймасын көреді. Онда оқиға ес-түссіз жатыр екен. Содан кейін оны ауруханаға апарады. Сосын келесі күннің көрінісін көреміз. Бақсы осы қайық капитанына келеді. Капитан бақсыға қайықта тығылуды айтады. Сосын ол мұнға хабарласып бақсының осында келгенін айтады. Бірақ мұн мен ебун жеткенде бақсы ол жерден қашып кеткен болып шығады. Сосын екеуі оны іздеуге шығады. Осы уақытта бақсы қашып бара жатып, үйінен жіппен шығып бара жатқан бір ер адамды көреді. Бақсы оған бір сылтаумен сөйлесіп, оның көзінен үйінің құлып кодының нөмірін көріп алады да, сол үйге тығылып қалады. Мұн мен ебун сол жерге келеді, бірақ бақсының үйді кіргенін көрмейді. Олар сол жерде ойнап жүрген балаларды көреді. Ебун ойын сылтаумен балалардың денесіне қолын тигізіп, бір баланың есінде бақсының бір үйде тығылып жатқанын көреді. Екеуі сол үйге қарай жүгіріп барады. Бақсы да оларды терезеден көріп, қолына пышақ алып, сол жерден қашып кетеді. Жолда олар бақсы пышақпен жарақаттаған бір ер адамды көреді. Ебун оған қолын тигізіп, оның есінде бақсының оларға егер мені қудалауды жалғастырсаңда, келесі адамды өлтіремін деп хабар қалдырғанын көреді. Мұм жараланған адам туралы хабарлау үшін жедел жәрдем шақырады да, ебунмен бірге бақсының артынан қуады. Жолда олар тағы бір ер адамның жерде жатқанын көреді. Олар бақсы оны да шабуылдады деп ойлайды. Мұн жедел жәрдем шақыру үшін екінші жаққа барады, бірақ ол бақсы болып шығады. Мұн жедел жәрдем қызметкерлерімен бірге қайтып келсе, ешкім жоқ екенін көреді. Ол қайыққа қарай барады да, бақсының ебунды сол жерге әкеліп, оның тамағына пышақта қаптырғанын көреді. Бақсы, мен оны Қытайға жеткен соң қайтарып жіберемін дейді. Ебун қорқып тұр еді, сондықтан Мұн оған өзінің есінде көрген полиция жаттығуын еске түсіруді ишаралайды. Ебун бәрін түсініп, бақсыны итеріп жібереді де, өзі алға қарай жүгіріп кетеді. Бұл Мұнға жеткілікті уақыт болды. Ол бақсыға секіріп, оны ұрып, қолына кісен салады. Келесі көріністе қаланың бәрі бұрынғы қалпына келіп, адамдар күнделікті тіршілігімен айналысып жатқанын көреміз. Мұнда қызметінде жоғарылату беріледі. Ол сеуде кету үшін вокзалда тұр. Сосын ебунның автобусқа қарай жүгіріп бара жатқанын көреміз. Ол келгенде барлық автобустардың кетіп қалғанын көреді. Көңілі түсіп бара жатқанда артынан Мұнның дауысын естиді. Ол неге кетпедің деп сұрайды. Мұн кейінгі автобуспен кететінін айтады. Олар отырып, егер жоспар болса, сүйінбек кездесетіндері туралы сөйлеседі. Сосын 8 ай өткеннен кейінгі көріністі көреміз. Ебун енді теледидар бағдарламаларына шығып жүреді. Ол ток-шоуға шақырылды, онда жүргізуші көрермендерге ебун туралы оның барлық жануарлармен сөйлесе алатынын айтып береді. Дима ретінде бір ер адам итін алып келеді, оның иті аяқ киіммен қашып кететінін, және аяқ киімді алмақ болғанда ашуланатынын айтады. Ебун итке қолын тигізіп, оның естелігін көреді және түсіндіреді. Оның алғашқы иесі аяқ киім киіп, кетіп алып қалған. Сол себепті ит аяқ киіммен қашып жүреді. Ер адам иттің асырап алынғанын және алғашқы иесінің көлік апатынан қайтыс болғанын растайды. Содан кейін ебун мұнымен кездесуге барады. Ебун сөйлесуге тырысады, бірақ мұн үнемі іс бойынша қоңырау қабылдап жатады. Ебун сәл ашуланып, мен осы істі шешуге көмектессем, сенде бос уақыт пайда болады ой, иә дейді. Басында мұн көмектескісі келмейді, бірақ кейін келісіп, ебунды тұтқын ретінде түрмеге жібереді. Ол оған есірткі тасымалдауына қатысы бар тағы бір тұтқын Ли Чон туралы айтады. Ебунның міндеті Ли Чонға қолын тигізіп, оның орнына қазір тым басқарып отырғанын анықтау. Бірақ мәселе ол өте қауіпті әйел болған. Ебун тырысады. Келесі көріністе түрмедегі футбол турнирі кезінде ебун Ли Чонның командасына жаңа қақпашы керек екенін біледі, өйткені бұрынғы қақпашысы жақында босап шыққан. Ебун қақпашы болуды ұсынады. Сосын біз матчты көреміз, онда ебун қақпашы, бірақ топ кергенде олды тоқтатудың орнына ол Ли Чонның денесіне қолын тигізеді. Ли Чон ашуланып, ебунды жағасынан ұстап, басының ұрмақ болғанда Мұн келіп қолын араға қояды. Шын мәнінде ебун білмеген, бірақ Мұн оның қауіпсіздігі үшін жанында қорғаушы болып жүрген. Мұн ебуннан есірткі саудасын кім басқаратынын анықтадың ба деп сұрайды. Ебун иә дейді. Сосын Мұн ебунға жүр деп айтады. Ебун қайда барамыз деп сұрайды. Мұн алдымен мейрамханаға барайық, содан кейін кино көреміз дейді. Ебун ұялып, яғни біз кездесуге барамыз ба? Ли Чон оларды бөліп, мен сендерді бұл жерден жібермеймін дейді. Ол өз бандиттерін шақырады, сонда Мұн ебунның қолынан ұстап екеуі қашып кетеді. Осылайша драма аяқталады.